намаз оқу үшін, білмеймін, бір 10 ракағат намаз оқу үшін қаншама минутыңыз кетуі мүмкін да. Бірақ сіз просто ата-анаңызға сондай махаббатпен жүзіне қарап отырғаныңыз сол құлшылық болып жазыла береді. Дастархан кішкентай болса да, үлкен болса да, Алланы еске алады ғой. Кішкене болсын, бір хадис айтады, жаңағы уағыздар айтылады, Алланы еске алынады, дұғалар айтылады. Сол кезде ана дастарханның өз берекесі арта береді ғой. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде де болды ғой. Таң намазы ең берекелі уақыт та. Иә. Білгетін адам үшін берекелі уақыт. Сол таң намазынан кейін сіз дұға жасаудан жаңа шаршамайынша, Алла да беруден шаршамайды екен. Аллахым, сен қандай құдіреттісің деймін. Сосын эфирдің алдында мен Аль-Фаттах деп айтуға тырысам. Машалла. 8 жасынан 91 жыл намазда. Сол кезде мен сол аналарға қарап қатты таң қалдым. Құрметті Майыстас каналының тұрақты оқырмандары, бүгін сіздерге керемет жаңалықпен келіп отырмын. Алланың қалауымен теңдессіз дұғалар атты кітабымыз бестселлер белгісін алды. Бұл сіз үшін де, біз үшін де үлкен жеңіс. Өйткені жүректен шыққан өнім жүректерге керемет жетіп жатыр. Енді осы орайда мен сіздерге сыйлық бергім келіп тұр. Кім төмендегі описанияға өтіп, осы теңдессіз дұғалар атты кітапқа тапсырыс беретін болса, мен сіздерге 3 сыйлық дайындадым. Оның бірі иманыңды қуатта деген сабақ. Ол сабақта сіз намазға, иманыңыздың қуаттауына, нәпсіңізге байланысты керемет ақпараттар аласыз. Екінші, соңғы уақыттарға хит болған, өте көптеген қыздардың Құран үйренуіне себепкер болған Құранға ғашық жүректер атты сабағымызды тегін сыйлаймын 10 адамға. Бұл жерде сіз Құран үйренесіз 0-ден бастап. Одан кейін 3-ші сыйлық, бұл Құран боксы. Ішінде Құран, зәмзәм, менен арнайы сыйлықтар болады. Бұны да біз тек 10 адамға сыйлаймыз. Егер осы сыйлықтың барлығын алғыңыз келсе, төмендегі описанияға өтіңіздер. Сыйлықтың иегерлерін Алла нәсіп етсе 15-ші қыркүйек күні анықтаймыз. Иншалла, Алла хайырын берсін, берекесін берсін. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух. Бүгін Алланың қалауымен, Алланың мейірімімен сіздермен тағы да подкаст түсіруге келдік. Бүгінгі қонағымыз менің ұстазым. Менің ең алғаш Құран әріптерін үйреткен, Құран сүрелерін үйреткен, жалпы осы ұстаздық жолда маған үлкен дем берген ұстазым Гүлмира ұстаз. Ұстаз, қош келдіңіз. Қош болдық. Алла разы болсын. Әмин. Сізді қатты күттік, ұстаз. Иә, білем. Сондай бүгінгі күнге нәсіп болған екен. Жалпы өте берекелі сондай подкасттардан болсын. Әр білімнің зекеті ғой мұның барлығы. Қандай жағдайда болса да, үйде отырған әйелдер үшін дейміз, немесе жалпы барлық, мен білем, біздің құрбыларымыз жұмыс жасап жатып, осы сіздің подкастыңызды қойып қояды екен. Келген клиенттерге де, өздері де, машинада болсын, кетіп бара жатқан кезде, бостан-босқа ән тыңдағанша, білмеймін, керек емес, бізге музыкалар тыңдағанша, осындай пайдалы подкасттарды тыңдауды Алла тағала нәсіп етсін. Әмин, ұстаз. Ұстаз, мен оқырмандарға бірінші айтып кеткім келеді да. Негізі Гүлмира ұстаз бізде Алматыда деп айтайыншы, енді басқа жақтар білмеймін ғой. Алматыда ұстаздардың стажы бойынша діни ұстаздардан ең көбі. Осы 20 жылдан асты, иә? Ұстаздық 20 жылдан асып кетті. Шәкірттеріңіздің ең үлкен 99 жаста. Бүгін сіздермен сізбен қыз қойын деп тұрсыз. Онда бисмилля деп подкастымызды бастайық, ұстаз. Көңіл күйіңіз жақсы ғой, Керемет, Алла разы болсын. Әмин, ұстаз. Енді бірінші сұрақ, барлық қонақтарға қойылатын сұрақ, сіз үшін дұға деген нәрсе не? Мен үшін дұға деген ол, айтады ғой, мұсылманның қаруы ол дұға деп та. Оны керемет пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сол сөзбен әдемі айтып кеткен да. Неге біз бір жағдайға ұшырап қалсақ, білмеймін, бір қиыншылыққа ұшырап қаламыз. Не обязательно қиыншылыққа ұшырау да, бір қуанышқа тап боламыз. Сол қуанышқа тап болғанның өзінде іште қорқыныш болады. Осыған көз тиіп кете ме екен? Қатты қуанып қойдым ба деп. Иә, қатты қуанып қойдым ба? Осы қуанып қойғанымның соңы бір, айтады ғой, көп күлме, жылайсың деген ғой, Содан бізді солай қатты тәрбиелеп тастағанда, көп күлген бір жылайды деген сияқты. Бізде сондай бір не бар да, қуанып қойсам, артынан бір қайғы келіп қалатын сияқты, бір жамандық келіп қалатын сияқты болып тұрады да. Сол қатты қуануға да қорқады екенбіз да. Сондай кезде өзімізді қалай ұстауымыз керек, біз өзіміз қалай не істеуіміз керек деген нәрсеге осы дұғалар жауап береді да. Мен енді айтып жатырмын, мен осы неге салаға екен, 20 жастағы қыз едім ғой енді. Сол кезде, енді ол кезде кітап жоқ біздің кезімізде, кітап жоқ, біз жаңағы
бір жерлерден брошюркаларды әйтеуір не қыламыз, одан аударамыз. Сонда мен өзім түркше жаңа сөздіктерді тауып алып, солардан аударып бір нелер жасағам. Сол кезде айнаға қараған кезде айтылатын дұға, жаңа киім киген кезде оқылатын дұға, жолға шыққан кезде оқылатын дұға, жаңағы көлікке мінген кезде оқылатын дұға деген кезде солы таң қалғам мен. Сонда маған қатты соның алдында бір көйлек тіктірдім. Көйлек тіктіргенде бір сондай не болды. Ана көйлек тіктірген кезде сен бір оны бір күшті қылып жаңағы бір елестетесің ғой, қазір ана көйлекті былай кием былай. И сенің ойлағаныңды болмай қалады ана көйлек ше. Мына жері тар болып қалады, немесе бір жері дұрыс болмай қалады. Сол кезде сонда жаңағы білмеймін, бір журналдан оқыдым ба, жаңағы тігіншінің көңіл күйі сол көйлекке беріледі деген бір несен оқыдым да. Жаңағы тігінші тігіп отырған кезде, мысалы мына көйлекті тігіп отырған кезде ол қандай көңіл күйде болды? Ол оны міндетсініп тігіп отырды ма? Бірақ ол оны махаббатпен тікті ма? Осыны бір жақсы көңіл күйі мұңбен тікті ма? Білмейміз ғой енді. Сол кезде неге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңа киім киген кезде оқылатын дұғаны ол не керек? Мысалға да бисмилля дедім, киім кеттім да. Сонда жаңағы сіздің киіміңізді тіккен кісінің көңіл күйі сізге беріліп кетпеу үшін. Жаңағыдай дұғаларды оқудың өте маңызы бар екен да. Мысалы тамақ пісірген кезде әйелдер қазір бұрын бір оқиға айта кетейінші осында. Бізде жаңағы Мегатауды білесіздер ғой, Мегатауда жаңағы хижама жасайтын қыз бар ғой, Саня. Сол Саня айтады, бір күні бір апа келді дейді. Апа келді, қасында келіндерімен келді дейді да. Сол кісіге жаңағы білмеймін, массаж жасады ма екен, хижама жасады ма екен. Ана кісіңіз дайындап жатқанның өзінде ар жақта балалары қайта звондап жатыр дейді да. Мама, жақсы жеттіңіз ба, бәрі дұрыс па, қалыңыз қалай деп. Ана келіндер де жаңағы қызмет етіп жатқан кезде көрініп тұр дейді да. Бір сондай махаббатпен, бір амал жоқ емес, бір сондай бір құрметпен сондай. Сосын қатты қызық болды, сұрадым дейді. Апа, осындай мына балалар, қанша балаңыз бар? 7 баласы бар екен. Қалай бұл секрет? Қайда осындай? Не секрет? Көңіл бөлу, жаңа құрметпен ғой енді. Балаларыңыздың кейбір кезде біз ата-аналарымызға звондауды ұмытып кетеміз ғой. Аптасына 1 рет звондаймыз, немесе айына 1 рет звондайды, немесе звондап жатқан кезде мамаға звондатқан. Мама, уақытым жоқ, қоя тұршы. Қазір мен мынандай еді деп бір сол кездегі бір маңызды нәрсені маңызды қылып қоямыз да. Ата-анадан да маңызды қылып қоямыз да. Бірақ та айтады ғой, ата-анаңыз звондаған кезде, балаңыз звондаған кезде барлық жұмысты тастаңыз да соған жауап беріңіз дейді да. Өйткені ата-ананың жүзіне қарап отырған сіздің сол сәтіңіз қанша дейді, қанша жылдық құлшылықпен тең деген, 1000 жылдық па? Ғалымға қарау, ата-ананың жүзіне қарау, бұл сондай құлшылықпен тең екен да, қанша жылдық құлшылықпен тең екен. Сіз мүмкін намаз оқу үшін, білмеймін, бір 10 ракағат намаз оқу үшін қаншама минутыңыз кетуі мүмкін да, бірақ сіз просто ата-анаңызға сондай махаббатпен жүзіне қарап отырғаныңыз сол құлшылық болып жазыла береді. Біз ойлаймыз ғой, құлшылық жасау, білмеймін, бір дұға жасау деген нәрсе бір отырып дұға жасап отыру, жаңа намаз оқып отыру, сіздің жасап жатқан жаңағы әрекетіңіз, ата-анаңызға қызмет жасасаңыз да, балаңыздың тамағын пісіріп беріп жатсыз, күйеуіңізге тамақ пісіріп беріп, соның бәрі құлшылыққа болып санала береді ғой. Ата-енеңізге қызмет етіп жатсыз. Қазір айтады да, мен ата-енеме қызмет етпеймін, ол менің неме жатпайды екен дейді. Міндетіме жатпайды. Ол менің міндетім емес екен дейді. Жас келіндер қазір солай проблема шығып жатыр да. Мен енді отбасылар жаңағы келеді қабылдауға келген кезде, отбасы күйеуі келеді, айтады, апай өстіп айтып жатыр әйелім, содан не қылмай жатырмыз, сөз таппай жатырмыз. Не болды? Сөз тапса алмаймыз, неге? Сенің мамаңа мен қызмет ету менің неме жатпайды. Ол проблема бар, көпшілікте. Енді жарайды, ол шариғат ол жерде әйелдің құқын қорғау үшін жасап қойған да, бірақ та бұл жерде бірақ та деген нәрсе бар.
сіз сол ата енеңізге қызмет ету арқылы былай айтқан кезде құлшылық жасайсыз ғой, иә, нәпі ғой, сауап жасайсыз да. Сіз күйеуіңіздің көңілін табасыз ғой. Ата енесінің көңілін тапқан келін, ол күйеуі оны білмеймін көтереді ғой оны. Өйткені мамасы екеуі бірігіп алады ғой олар. Әйелдер, иә. Сол кезде мысалға мамасы мен әйелі ұрсып жатқан кезде ер адам не істерін білмей қалады да. Кімнің сөзін сөйлерін білмейді да ол ше. Сондай жаңағындай неге халге қалдырып қоясың да сен. Егер де шын сүйетін болсаң, жақсы көретін болсаң, анасы да оны қимайды да баласын. Ондай ол кімнің сөзін қаласа әйелі, қараса мамасы таңда дейді оған еще. Ол қалай таңдайды? Ол таңдай алмайды ол. Ондай дәрежеге жеткізбеу керек та. Оны әйелдің даналығы. Барлық отбасылық өмірде біздің әйелдердің даналығы өте маңызды екен да. Жаңағы неде, келіндері жаңа апаға сондай қызмет етіп жатыр дейді да. Сонда бұның сыры неде деп сұраған ғой, сонда айтыпты. Білмеймін балам, мен күйеуім ерте қайтыс болып кетті. Бірақ осы балаларды не қылған кезде сырттан тамақ жемесінші. Сырттан біреудің тамағын жемесін деп өзім қолымнан жұмыс жасайтын, балалардың нәпақасын табу керек қой, сонымен қоса тамақты өзім әрқашан пісіретін едім деп айтты. Үйден пісіріп беретін едім депті. Үйден пісірген кезде ол қандай немен пісірді? Ниеті оның, иә? Иә, балаларына деген махаббатпен пісірді. Енді балалары соның махаббатын беріп жатыр да, қайтарып жатыр да. Яғни біз ойлауымыз мүмкін, бізде бір нәрсе жасаған кезде соның қайтарымы тез болса деп ойлайды да. Ол Алла тағала асықпайды да. Оған жылдар кетуі мүмкін. Жылдар кетуі мүмкін. Адам ниетін де сынайтын сияқты ғой, иә, ниетіңді сіз до конца тұрып бере аласың ба деген сияқты ғой. Иә, көрейін сені деген сияқты да. Ал мысалға қайын жұртқа қызмет етеді да, сосын барып ол жерде анау біреу сөйлейді, мынау сөйлейді. Ал сен шын ниетің сол қызмет ету ма? Көрейін сен деп сөйлеткізеді да ана нелерді. Қайын сіңлісі сөйлейді, білмеймін, тағы біреу сөйлейді. Сосын барып, мен не істеп жүрмін деп уже сөзбен біз не істеп қойдық? Күпірлік деген сол да. Қанша жылдық сауапты алып келдің, жыл бойы сен сауап таптың да, бір сөзбен ананың бәрін төк бере салады екенсің да. Иә, Фатима анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям миғражға көтерілген кезде сұраған ғой. Жәннат пен тозақ көрсетілді ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан екен да, тозақтың халқының көбі әйелдер екенін көрдім дейді да. Сол кезде Фатима анамыз қатты жылаған да, мен де сондай болып қалмайыншы, не үшін деген кезде әйел адам күйеуінен сондай көп жақсылық көріп келеді екен да. Бір мезетте жаңағыдай оның айтқанындай болмай қалды да, сен маған не істедің осы күнге дейін деген сөзімен бүкіл сауапты төкіп тастайды екен да. Сенен ешқандай жақсылық көрмедім ғой деген сияқты сөздер. Иә, осы күнге дейін сенен не жақсылық көрдім, не көрдім мен сенен деген сияқты, иә. Яғни бұның барлығы не болды? Бір сөзбен ғой, бір сөзбен кетеміз ғой. Сонда біздің тіліміз өте маңызды болып тұр ғой. Тіліміз маңызды болып тұр. Сіз қанша жыл сауап жасауыңыз мүмкін? Мысалға айтады, ата-анасына сондай бір күшті бір жаңа нелерін жасап жатады, қызметтерін жасап жатады дағын, бір сөзбен міндетсініп қалады да. Бір сөзбен күйеуге де сол, балаға да сол міндетсініп кетеміз. Мен сендер үшін үйтіп жүргенімде, сендер болсаңдар маған. Көрдіңіз ба? Бұл жердегі ең маңызды нәрсе біз олардан күтуді. Мен жасадым, мысалы қайын жұртқа мен қызмет еттім, мен ішімде барлығы мен қызмет етіп жатырмын ғой, барлығы мен қандай супер келін, қандай күшті келін деп айту керек еді, бірақ олар айтпай қалды да, менде не болып кетті? Міндетсіну болып кетті. Міндетсіну деген нәрсе бүкіл сауапты жоятын нәрсе. Осы міндетсінуден біз құтылуымыз керек. Неге? Өйткені ол сіздің жасаған сауабыңызды былай саранча деп айтады ғой, жеп қоятын нәрсе ғой. Қызмет жасайды. Мысалға жұмыс жасап жатырсыз. Сіз бір жерде жұмыс жасайсыз. Мысалы официант деп айтайын. Официант жұмыс жасайды, мына шайды маған алып келді. Алып келген кезде, ол күлімдеп алып келсе, бір қуанып қаласың,
қуанып қаласың. Ал мынаны әкел деп тарс етіп қойды. Не болды деп ойлайсың. Көрдіңіз ба? Осы жерде одан не болып тұр? Осы жұмсақ бітпеді ғой. Бір нәрсе ғой деген сияқты ішінде, бірақ сен соның напақасымен бала шағаңды бағып отырсың ғой. Сен сол жұмысқа жете алмай, сол жұмысты таба алмай жүрген қаншама адам бар ғой. Сондай ұмыт кетеміз да біз, көрдіңіз ба? Осы жерде не болып кетті? Біз шүкіршілікке қарсы күпірлік жасап қойдық да. Күпірлік дей ма, неден ол? Шүкіршілікке қарсы болып қалдық. Неге? Тіліңмен сен шүкір дей бергенмен пайда жоқ. Сенің әрекетің, сенің іштей сенің оған разы болуың. Сол кішкентай, мысалға 2000 теңгемен осы Алматыға келген кезде, мен білемін, 2000 теңге айлық алған қыздарды. Бірақ риза болып кешке дейін жұмыс жасайды да. Риза да. Мысалға біз басталған кезде соншалықты жоқ деген әңгімені вообще айтпайды екенбіз ғой. Мен қазір өзім анализ жасасам, ризамыз да. Ұстаз. Ешкім сосын айтпайды ғой. Мысалға мына жерге келді, үйіңе келді қонақ, айтпайды сен дастарханында неге мынандай жоқ, неге сен үйіңде мынандай посуда жоқ деген сияқты, не бар, мәз біз соған. Мен қызым туған күні болған, үлкен қызым, сосын мешіттегілердің бәріне айта салғым ғой, келіңіздер деп та. Ауызашар болған. 2-ге толды ма екен сол кезде ше. Сонда бәрі келген ғой. Бәрі келген жамағатта. Мен бір комнаталық квартирада тұрым. Залда отыратын орын жоқ. 40-тан аса адам келген. Сосын былайнан 3 қатар болып былай отырды да. Жерге жаңа нелер тамақтатып қойдық. Мен өзім жаспын ғой, сонда баламын ғой деп ойлаймын да. Тамақты расчет жасамағам. Енді ол кезде мен үлкен қазаным жоқ та, өзім квартирада мынандай ғана қазаным бар, 3 литрлік, ең үлкені 5 литрлік қазан бет, сондай еді ғой. Тамақ жетпей қалды. 40 адам келгенде ойлаған жоқпын дейсіз ғой. Олар менің көңілім үшін бәрі келген ғой, енді естіп келе берген апалар жаңағы. Сонда ешкім жаңағы айтқан жоқ қой. Неге бір ғана тамақ деп па? Жоқ. Даже ешкімде ондай не болған жоқ. Асығып кетейік дегенде жоқ. Бәрі риза болып отыр, әңгіме айтып, мысалы, жаңағы нелерді, хадис айтамыз ол кезде, жаңағы кім намаз оқиды. Сонда коридорда отыр бір кісілер. Екінші нені жасадым, тамақты жасадым да. Соны күтті мысалға да. Сосын жоқ, не қылма деп та. Менде де өзім ұялдым, бірақ та бір қуаныш та іштей. Өйткені келген қонақтардың барлығы сен былай айтқан кезде от души дейді ғой, сондай бір шын көңілмен, шын ниетпен келген да, сен сынап келген жоқ та. Білмеймін, менің немде сондай болды да. Мен көңілім, яғни ешкім мені сынап келген жоқ деп мен солай қабылдадым да. Егер де сіз ойласаңыз, мыналардың бәрін мен сынап келді десеңіз, біреуді тауып аласыз, біреудің көз қарасын, биткен тауып аласыз да. А сіз ойлап тұрсаңыз, ешкім мені қалай ойлайсыз, адамдар солай сізге әрекет жасайды ғой негізінде. Сосын мен байқағаным, дастархан керемет әдем болуы мүмкін. Сен 10 поварды жалдап, дастарханды гүлдей жайнатуы мүмкін. Бірақ ол жерде айтады ғой, жамағат болып жиналған кезде, адамдармен жиналған кезде міндетті түрде астың үстінде Алланы еске алу керек деп. Егер ондай Алланы еске алу болмаса, адамдардың просто асқазанын толтырып жібергенмен, олардан шынайы бір разылық ала алмайтын сияқтымыз. Мен көп байқағаным, дастархан кішкентай болса да, үлкен болса да, Алланы еске алады ғой. Кішкене болсын, бір хадис айтады, жаңағы уағыздар айтылады, Алланы еске алынады, дұғалар айтылады. Сол кезде дастарханның өз берекесі арта береді ғой. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде болды ғой. Жаңағы сахабалар жейтін тамақ та жоқ. Сонда Алланы еске алып отырып жеген кезде, тамағымызға кәдімгідей береке келгендей болды деп айтады ғой. Сол кезде мысалға береке да. Сондай үйлерде береке болады. Мысалы, аз табыс табуы мүмкін, бірақ ол жерде сондай бір-біріне деген құрмет, бір-біріне деген ауызбіршілік бар үйде береке болады. Егер де ауызбіршілік кетті ма, ол үйде береке болмайды. Ол миллиондап тапсын, миллиардтап тапсын, бірақ та ауызбіршілік болмады ма, ол үйде береке болмайды. Қазір берекенің сыры неде, анау, мынау дейміз ғой, берекенің сырын баяғыда айтып кеткен ата-бабам. Ынтымақ бар жерде
береке бар. Ауызбіршілік бар жерде береке бар. Береке болған жерде ол жерде бақыт бар, махаббат бар. Ол жерде құлшылық бар, ол жерде иман бар, ол жерде ықылас бар да. Сен оны құлшылық жасағанда ықыласпен жасайсың да. Өйткені сен үйіндегілердің бәрі көңілдері тоқ та. Көңілдері тоқ болмаған кезде сенде ішінде мен не жасап жатсам да мыналар риза емес қой дейді да. Тағы да сол міндетсінуге қайтып келдік қой. Көрдіңіз ба? Міндетсіну болған кезде ауызбіршілік болмайды ғой. Міндетсіну бар, ауызбіршілік жоқ болып кетті. Сосын ұстаз, мен байқадым, теңдес дұғалар кітабында біз барынша дұғалар жинадық қой. Саулық сұрау дұғасы болсын, алтын мен күмістен де артық деген дұға бар. Жақсылық сұрау дұғасы, жамандықтан пана тілеу дұғасы. Или кез келген дұғада күпірліктен сақта. Мысалға денсаулыққа байланысты дұға болып тұр. Мысалы, Раббым менің тәніме саулық бергір, Аллахым сенен өзге құдай жоқ, Аллахым менің құлағыма саулық бер, сенен өзге құдай жоқ, менің көзіме саулық бер, сенен өзге тәңір жоқ, мені күпірліктен сақта дейді. Барлық жерде күпірліктен сақта. Неге? Өйткені мен түсінгенім сол дұғалардан қарызға бату дұғасында мен күпірліктен сақта дейді. Өйткені қарызға батқан кезде, ауырған кезде, жаңа біреуге ренжіген кезде, не жаздым, мысалы сынақ келген кезде не болды, неге соншама осы сынақтың бәрін маған беріп жатыр, аурудың бәрін құдай не істеп қойдым мен саған деген осы сөз күпірлік. Ойлау мүмкін күпірлік деген құдай жоқ деп айту. Жоқ, сіздің жаңағы міндетсінуіңіз күпірлік, қыздар. Неге? Өйткені мысалға сіз күйеуіңізге жаңағыдай жаңағыдай сөздер айтып қойдыңыз. Білмеймін, балаңызға елдің баласы мынандай, сендер болсаңдар мынандай деп айттың. Сен уже не істеп қойсын? Алланың бергеніне разы болмай тұрсың. Разы емеспін, Аллахым, неге маған мынандай бала бердің маған? Неге ауру бала бердің? Неге мынандай жалқау күй бердің? Ол сен таңдауың болды ғой. Кейбір кезде біздің өзгерте алмайтын тағдырларымыз бар. Өзгерте алатын тағдырыңыз бар. Сізге Алла Тағала таңдау берді. Таңдау берген кезде сізде болды. Енді қазір мынау мода болып жатыр да. Жаңағы не дейді? Анау залым емес, сұрқия дей ма? Сұрқия еркек деген бар, сондай әйелге деген. Зинақор әйел. Сонда мен сұм әйел, сұм еркекке негізінде бұл ненің несі? Бұл аяттар пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға түскен ғой, пайғамбарларға байланысты ғой. Айша анамыздың жаңағы караваннан қалып қойып, анау несі жала жабылған кездегі түскен аят екен да. Ал бұл сізге күйеуді таңдау берді ғой. Сізде таңдау болды, таңдау құқыңыз болды. Өзіңіз таңдадыңыз. Енді ол аят біз барлығына қатысты болмауы мүмкін. Неге? Өйткені біз таңдауда қателесуіміз мүмкін. Біз адамбыз ғой, біз біле білмейміз, өмірлік әлі опытымыз жоқ. Біз адамдар тани алмаймыз. Жап-жас қыз, 20 жастағы қыз, адам қайдан тани алмайды, ол білмейді. Сол үшін мысалы бұрын құда түсу деген нәрселер болған, жеңгелері жаңағы қызға айтып, мына жігітке қарасайшы деген сияқты, мына жігіт мынандай деген сияқты, ана жігітке де айтып деген сияқты да. Неге? Бұл жерде жеңгелер институты деп айтады ғой. Жеңгелер институты мықты жұмыс жасаған ғой. Психологтардың кәдімгі рөлі. Сосын жаңағы бір-бірін таныстырудың нелері деген сияқты, мамандары да. Өйткені қай жігітке қай қыз сәйкес келетінін уже біледі деген сияқты. Мысалға анасына айта алмайды, әкесіне айта алмайды, қыз барып жеңгесімен сырласады. Сондықтан қазір интернетмен сырласады дей ма? Интернеттегі біреумен, айдалада біреумен сырласады. Негізі жеңге мен қайынсіңлі өте жақын болған. Қазір қайынсіңлілерін жау көру, қайын әпкелерін жау көру деген нәрсені бізге, бұл біздің менталитеттегі нәрсе емес, бұл басқа жақтан келді, бұл бізге ше. Заловка, змеиная головка деп, ол біздік емес. Біздегі айтылған, қазақтарға айтылған нәрсе не? Қыз
қыз әрқашанда тілекші деп айтады. иә Қыз үйіне барған кезде ол тілекші болу керек. Сен төркінге барған кезде сен сол төркініңнің тілегін тілеу керексің. Соларға дұға жасап кету керексің. иә Осылар өссін, өнсін, жаңағы сенің ата-анаңа қарап отырған, сенің былай айтқан кезде бауырларың болып келеді ғой, жаңағы ағаңның балала шағасы болсын, жаңағы сенің інілерің болып келеді. Соларды өсіріп тәрбие беріп отырған жеңгеңе, сол кез ал жеңге де жаңағы жеңгесі болсын, келіні болсын, осы қыздар келген кезде солардың батасын алып қалуға, дұғасын алып қалу үшін кішкене әрекеттерін жасап, әдемі тамақтарын пісіріп, қыздың көңілін табып, енді қыз жат жұттық дейді, ол жақта қалай болып жүргенін деп солай жасайтын болса, ана қыз да ырза болып, көрдіңіз ба, осы қарым қатынасты бізден алып қойды да, бір-біріне дұшпан жасап қойды да. Адамдарды разы қылу, оның дұғасын алу деген нәрсені бізде үзіп тастап жатыр, үзіп тастап жатыр. Бізге сондай бір сананы сіңіріп жатыр да. Мен өзім білем, менің жаңағы жеке шекарам, жарайды, жеке шекара деген бар, ол бірақ та кімге керексің деген нәрсені айтайыншы осы жерде. Сен кімге керексің деп айтады да. Айналайын, мен әйел өзімен өзі бақытты бола алмайды. Сен мына жақта бала шағаң, күйеуің мына жақта қиналып жатыр, сен қалай бақытты, мен бақыттымын деп отырасың ба? Отыра алмайсың сен. Бір-бірімізге тығыз байланыс етіп. Бәрімізді байлап қойған цепочкада. Неге? Не дейді? Туысқаннан қарым қатынасты үзген Алла Тағала одан да қарым қатынасын үзеді дейді. Туысқандарың мына жақта қиналып жатса, сен мен жоқ, мен бақыттымын деп отырасың ба? Отыра алмайсың. Мен өзім ғана жәннатқа кірсем болды дейсің ба? Жоқ. Көрдіңіз ба? Бақыттымыз, біз бірге бақытты болуымыз керек та, бірге жәннатқа кіруіміз керек та, бірге бәріміз жақсылыққа бірге қуануымыз керек та. Жеке өзің қуанып отырмайсың ба? Сол нәрсені бізге бөтен санада ол ше, соны түсінуіміз керек та, біз соны фильтровать етуіміз керек та. Бізге біздің тәрбиеге, біздің менталитетке жатпайтын нәрсе деп та. Ол тағы да не? Мен өзіңді сүймеу деген нәрсе осы жерде. Өзіңді сүю деген нәрсе, мен әдем көйлек кидім, әдем тамақ жедім, күшті жерге бардым, ана бір бәле миллионға сумка сатып алдым, сонымен өлшенетін сияқты да. Бір жаңа қымбат іш киім сатып алдым. Өзім махаббатым артып кетті деп. Самооценкам өсіп кетті. Сен балдарың мына жақта тамақ жоқ болса, сен күшті күнге, немесе ана жақта туысқаның қиналады, көршің тамақ жоқ болса деген тағы да нәрсе тұр да. Бұл жерде өзіңді жақсы көру деген, өзіңнің тегіңді жақсы көру ғой, өзіңнің туған жеріңді жақсы көру, өзіңнің қазақ екеніңді жақсы көру, оның әдет ғұрпын жақсы көру, өскен ортаңды жақсы көру, айналаңды, өскен ортаңды жақсы көру. Көрдіңіз ба? Сол екен да. Ол жердегі біз өзіңді жақсы көру дегенді басқа бір біреулердің жақсы көруін өзімізге әкеп алдық та. Оларда туысқан жоқ қой, енді оларда абысын деген жоқ. Олар бір бала туады, болды. Сонымен өзінің ата-анасымен тұрса тұрды, тұрмаса бөлек кетеді. Бізде ондай жоқ қой. Бізде бәрі бір-бірімізбен байланыстамыз. Машалла. Енді ұстаз, мына нәрсеге байланысты сұрағым келіп тұр. Неше жылдық тәжірибеңіз бар ғой діни салада? Үлкен апалармен де көп, ең үлкен апалардың ұстазысыз ғой сіз. Қандай дұғаларды сіз өзіңіз көп айтасыз? Сосын енді үлкен апалардың ортасында болғаннан кейін, бәрібір сіз олардан неше жас кішкентай болсаңыз да, бәрібір жұмыс істеп жатқан орта бәрібір әсер етеді ғой адамға, ұстаз. Мысалы 99 жаста ең үлкен апаң шәкіртіңіз. Сіздің жасыңыз даже оған 30-40 жас өксіз үлкен болса да, бірақ сонымен үнемі жұмыс істеу арқылы, сол апалармен үнемі сабақ өту барысында сіздің де неңіз өсетін сияқты, ұстаз? Былай тәжірибеңіз, немесе көрген білгендеріңіз. Мен осы қазір сол кезде 20 жыл болып кетіпті ғой. Неге бардық? Біз жұма сайын кездесетінбіз да апалармен. Хатым оқисыздар, ұстаз? Жұма сайын ол кезде ясин оқитынбыз. Ол кезде хатым оқи алмаймыз. Ясин оқитынбыз. Ясин оқимыз, салауат оқимыз, жаңағы дұға жасаймыз, әйтеуір. Машалла. Сөйтіп жұмамызды соған белгілеп қойғанбыз.
мысалға осы жолы сіздің үйіңізге барсақ, келесі жолы Фатиманың үйіне барамыз деген сияқты да. Бірақ та ол жерде шарт бар. Дастарханда бір тамақ болса болды, бір салат, бір одан артық ешқандай нәрсе керек емес. Машалла. Жаңағыдай біреулер шамасы келгендер қой сойып жатады, мысалға мен чечевичный суп жасай аламын деп па, бір плов жасай аламын, болды, басқа нәрсе жасай алмаймын деген сияқты да. Басқаға дастарханға қолыма келмейді деген сияқты да. Онда сол нәрсені қойып қоямыз, келеміз таза, сол жерде дұғамызды оқып неғып кетеміз. Сол кезде бір апаның үйіне барған кезде мен түнімен нәпіл тахаджуд оқыдым деді да. Апама? Түнімен тахаджуд оқимын, күйеу балам ауырып жатыр деді. Күйеу балама дұға жасап жатырмын деді. Мен сонда енді таң қалдым да. Күйеу баласына түнімен тахаджудке тұрып, күйеу баласына дұға жасап жатыр. Өткенде апаға айттым, Жеміс апаға. Апа, есіңізде ме, сіз сөйтіп айтқансыз? Әрине, ондай күйеу балаға дұға жасамағанда, ол мен қызымның бір жартысы ғой дейді. Көрдіңіз бе? Бұл жерде мен ең түсінген нәрсем ерінбеу ғой. Біздің апалардың барлығын қазір отбасын қарасаңыз, үйлеріне барсаңыз, бір керемет бір атмосферада. Соның барлығы сөз Құраннан ба? Құран, салауат, дұғадан. Құраннан, сосын үлкен кісілердің, олар береке. Мен апаларға айтамын, сіздер бірлянтсыздар деймін да. Сіздер сол үйдің бірлянтсыздар деймін да. Сонда сол бірлянтты түсінсек қой. Ойбай, мен қызмет етпеймін деп жүрмей, сол бірлянт, ол бірлянттар да өздерінің бірлянт екенін түсінсе ғой деп па. Неге? Үлкен кісінің дұғасы қабыл ғой. Сіз балаларыңыз өсті, енді мен мысалға, мен қазір балаларым өсті, күйге шығып жатыр, жаңағы біздің немізіне сол балаларға дұға тілеу ғой. Ананың дұғасы қабыл ғой. Ерінбеу ғой, ерінбеу. Біз ерінеміз ғой. Сол жерде ең маңыздысы, олар таң намаздан кейін апалар ұйықтамайды. Ұйықтамайды, программалары бар. Не істейсіз программасын айтып? Біз программа жазып береміз. Мысалға, енді осы тәжірибедегі ең маңызды нәрсе, мен өзімнің ұстаздық тәжірибемдегі ең маңызды нәрсе жамағатты ұстап тұру. Олар мысалға келді, Құран үйренді, ары қарап олар кетіп қалмау керек. Біз бір-бірімізге, мысалға, менде қазір қаншама топ бар, Құран хатым оқитын. Олар күнде Құран хатым оқитындар бар, аптасына 2 рет Құран хатым шығаратындар бар. Мысалы, жұмыс істейтін қыздар күнде оқи алмайды олар енді. Олардың бұл жердегі маңызды нәрсе, мысалға, мен бүгін Құран хатым шығарам. Құран хатым батасын шығарам, мен бүкіл группадағы қыздар үшін дұға жасаймын деген сияқты да. Ойлаңыз, сіз үшін күніге біреу дұға жасап отырады. Құран хатымнан кейін. Құран хатымнан кейін дұға жасап отырады. Машалла. Сол сияқты апалар күніге олар программасы бар. Күнделікті оқитын. Ясин оқиды, Ар-Рахман, Уақиға сүресі, жатар кезде білесе, ол Мүлк сүресін қазір көзат ұстасын неғып жүр ғой. Сосын барып, мысалы, күніге Фалақ, Нас оқи, олар бөлек, сосын таспихтар бар, салауаттар бар, соның бәрін айтады, сосын өздерінің паралары бар, күніге беріледі, бір пара беріледі, ол парасын оқиды. Айтады ғой апалар, Құрандарын жандарында тасып жүреді. Мысалға, неше жандарында қонаққа барады, білмеймін, бір очередьта отырады. Үлкен сумкаларын алып жүретін еді, очында Құран, жай намаздарын салып алады. Құранға арналған болу керек, ол сумка. Құран сиятын болу керек. Сосын ол былай иықта болу керек, жаңағы былай ұстап, Құранды төмен ұстауға болмайды ғой. Сондықтан ол барлығы несінің критериясы белгілі ол сумка. Четкий барлығы тұр десеңші. Ол қолдан тігеді, не қылады, болмаса бұрын қолдан тік қой, енді қазір деген күшті сатып алады. Сосын қазір ана 30 пара деген не бар, әр параны бөлек жақсап қойған. Сол сумкаларын алып жүреді олар. Сосын қонаққа барған кезде бәрі әңгімелесіп отырады. Әңгімелесіп отырған, ол мына жақта отырып, парасын оқып отырады. Машалла. Көрдіңіз ба? Қандай берекелі, нағыз қариялар. Берекелі қариялар деген сол. Ол сол тапсырмасын орындайды. Менде мысалға, менде рилс бар, сол мамам, мысалы, мен мамам қатты уайымшыл болды ғой, жаңа уайымдай береді. Аналардың бәрі уайымшыл ғой, ана баласын уайымдай, строго не жазып бергем. План. Программа. Ол мамам әпкесі әлі тірі,
ол кісіге де сол кезде жазбай ол деген звондап мына аятыл курсын мынанша рет оқисыз, ля сосын иляха айтып беріңізші, иллаллахты таң намазын оқып болдық. таң намазын оқып болдыңыз. Сосын не істеу Таң керек? намазы ең берекелі уақыт та, Иә. білген адам үшін берекелі уақыт. Сол таң намазынан кейін бұл жерде апа болғанша күту керек емес. Иә. Мысалға сіздің білмеймін қыздар бір не қылған кезде бауырыңыз үшін, күйеуіңіз үшін, балаңыз үшін дұға жасай беріңіз. Дұға жасағаннан ешкім кенде болған емес. Мен өзім тәжірибемді қарасаң, сол апалардың барлығын балдары керемет, отбасылары керемет. Болады енді отбасыда. Сынақтар болмай тұрмайды ғой. Бірақ та ең негізгі нәрсе деп айтайын, иә. Ең маңызды нәрсе осы отбасыда не деп айтатын болсам бар ғой, ауызбіршілік деп айтамын. Иә, ұстаз. Машалла. Ол ауызбіршілік болған кезде ауру келіп жатыр ма, жоқшылық келіп жатыр ма, білмеймін, жұмыссыздық келіп жатыр ма, маңызды емес та сен үшін. Өйткені сен білесің, бауырларың сен үшін тұрып береді. Иә. Сен білесің, бауырларың сен үшін, сен сөзіңді әрқашанда сөйлейді. Сен білесің, бауырларың сен үшін, білмеймін, жан беруге дайын деген сияқты да. Сол ауызбіршілік солай болған кезде, мысалға мен қазір інілерім, 3 келінім бар, Аллаға мыңда бір тәуба деп айтамын, шүкір деп айтамын. Әпке деп прям көрініп тұрады да, от души да. Олар үшін да мен де сондай шынайы жасағыңыз. Иә, бәрін жасағым келеді. Олардың отбасында бірдеңке болса, бәрін салып дұға жасаймыз да. Салауат оқимыз, не қыламыз. Сондықтан бұл жердегі сіз ойламаңыз, отбасы бай болып кетті, жоқ. Ең маңызды нәрсе ауызбіршілік. Осыны балаларға үйретуіміз керек. Кішкентай кезінен сіңіруіміз керек. Бізге мамам солай айтып отыратын, сен үлкенсің, маған жеке қағанда айтады ғой. Сен үлкенсің, аналарға қарасып жүру керексің, ананы үйту керексің. Ана баласымен жеке қағанда айтады. Сен ішіндегі ақылдысың сен ғой. Сен үйту керексің, ана қыздарға бұлай істеу керексің. Ана ол бүйтіп жүр, соған көмектесу керексің. Деп бәрімізді сол бір-бірімізге не қойған ғой. Сонда балаларға тәрбие берген кезде ең маңызды нәрсені сол бір-біріне бауырмалдық деген нәрсені ұғындырып, ана қанына сіңіріп жіберу керек та. Иә, иә. Бауырым деп тұру керек та. Көрдіңіз ба? Сенің күйеуің бауырым деп тұрса, сен қалай сен бүйтіп тұрасың? Иә. Сен де жүгіресің. Ал ол жоқ кезде сенімен бірге отырып, әйелімен бірге отырып бауырын жамандайтын болса, әйелі ешқашанда оның бауырын сыйламайды. Ойламаңыз, сіз әйеліңізге бауырыңызды жамандасаңыз, әйеліңіз ертең барып соған қызмет етіп, құрмет етеді деп. Анаңызды жамандасаңыз, әкеңізді жамандап отыратын болсаңыз, өзіңіз сыйламайтын болсаңыз, ата-анаңызды. Өзіңіз ата-анаңызды сыйламайтын болсаңыз, сіздің де күйеуіңіз сіздің ата-анаңызды сыйламайды да. Иә. Сондықтан бұл жердегі ең маңызды нәрсе осыны сіңіру керек та балаға. Сол жерде жаңағы не істейді? Апалар Ясин оқиды, Ар-Рахман оқиды, сосын барып уақиғасын оқиды. Ең маңызды Ясин ғой олар оқитын. Сосын жаңағы салауат оқиды. Ля иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллахты оқиды. Калима шахаданы оқиды. Сосын барып анау ля иляха иллаллаху вахдаху ля шарика лах оны оқиды. Машалла. Бірақ негізі бүйтіп сырттан көрген адамға, бірінші мысалы естіп тұрған адамға Ясин, Рахман, Мүлік, уақиғаны оқу керек, еще дұғалар, салауаттар көп қой, бір таң намазға ұйқым келеді ғой деп ойлауы мүмкін. Негізі онда көп уақыт кетпейді, ұстаз, иә? Иә, 20 минут кетеді шығар. 20 минут уақыт қана кетеді. 20 минут қана уақыт кетеді шығар. Сосын ол таспихты атады. Сосын бұл жердегі мысалға біз бір нәрсе іздеген кезде, білмеймін, бір аспандағы айды іздейміз ғой. Аспандағы айды, бір секретный дұға бар шығар, бір нәрсе бар шығар дейміз да. Ең негізі бар ғой, мынау ля иляха иллаллах Мұхаммад Расулуллах деген. Калима шахада деп айтады. Таразының бір шетіне қойса дейді, сіздің жасаған нелеріңізді бір шетіне қойса, таразыны көтеріп кетеді екен ол. Сол сөз жаңағы қияметте дейді ғой, таразыда ауыр келетін сөз дейді. Ол сөзді көп айтуымыз керек екен. Яғни сіз еш нәрсе білмесеңіз де, осы калимаи шахаданы көп айтыңыз. Сосын бір ұстаз айтты, оның практикасында болған екен. Мысалға болады бір намаз бастайын деп едім,
бастай алмай бастай алмай жүрмін, жүрмін деп. қашан бастаймын, маған дұға жасап қойыңызшы дейді қыздар ше. Мен айтамын да, сен өзің ішіңнен қалап тұрсың ба? Иә, қалап тұрмын дейді да. Көрдіңіз ба, қалап тұрмын деген кезде сіз 100% қалап тұрсыз ба, или ай бастасам екен, бастамасам екен деп тұрсыз ба деген сөз да. Иә. Дұғаның ең маңызды нәрсесі, сіз 100% соны қалап тұру керексіз ғой. Иә, Аллахым, мен намаз оқимын деп қалап тұрсың ба? Ешқандай күмән болмау керек. Иә, күмән болмау керек да сенде. Сонда жаңағы кім айтам дейді да, ла иляха иллаллах Мұхаммад Расулаллах, көп осы шахадат айта берші деп айтам дейді. Күніне 100 рет, 200 рет, 300 рет айта бер деп айтам дейді да. Солар тез бастап кетеді дейді намазға. Иә, ол рас. Иә, сондай өзінің қасиеті. Сондықтан балаларға да далада кетіп бара жатқан кезде мектепке дейін айт бар осыны. Мектептен қайтар кезде, очередьте, автобуста, метрода, білмеймін, әйтеуір. Осы бір не болды да, хоспис деген бар ғой бізде, иә. Сол хосписте барған кезде бір әйел, татарка. Сол кісі айтты, үлкен жаста екен, өзім қанша жыл дәрігер болып істеген екен. Дәрігер болып істегем дейді. Мен өзім ауырымды жақсы түсінем, біліп тұрмын дейді да. Сонда анам жас кезінде қайтыс болып кеткен дейді. Сонда анамның дейді да бір нәрсе үйретіп кеткен екен анасы. Валя хаула валя қуата илля билля. Жақсы көремін осы дұғаны. Сол дұғаны үйретіп кеткен ғой анасы. Сонда қазір жылағым келеді ше. Айтады, студент болдым дейді, күйеуге шықтым дейді, одан кейін жаңа операцияларға кірем дейді, емтихандарға кірем дейді. Мен дейді осы дұғаны ғана білем дейді өмірімде дейді. Болды, басқа еш нәрсе білмеймін дейді. Ана әйел айтып жатыр. 81 нәрсе жаста енді апа. Осы дұғамен мен былай айтқан кезде бүкіл несесін сол дұғамен жаңа дұғаны оқиды екен. Операцияға кірем, не қылам, барлығы удачно болады дейді. Жаңағы енді тілі күрмеліп жатыр да енді ана кісі. Сонда біз не білеміз, сомен амал ету ғой. Көп нәрселерді оқып алу, білмеймін, бір нәрселердің бәрін жазып алу емес. Сіз не үйрендіңіз, сомен амал етіңізші. Қандай дұға үйрендіңіз, сол дұғаны прям бір ай сол дұғаны тоқтамай айтыңызшы. Одан кейін келесі дұғаны оқыңыз деген сияқты, жаттаңыз деген сияқты да. Не жаттадық біз деген ананынан алғаннан бір проблемам шешіліп кететін сияқты ғой. Жаңа көп аптекадан дәрілерді үйіп әкеп қойып қоямын мен үйге. Сол дәрілер үйде тұрса, бір ауырмайтын сияқтымын да. Сол бір дәрілер тұрса, бір дәрін сатып алсаң, жазылып кететін сияқтысың да. Жоқ, ол дәріні ішпейміз да, ол сұрақтар өтіп кетеді, сосын тастаймыз ғой мусорға. Тастайды. Сонда көрдіңіз ба, бұл жердегі не болып тұр? Ойдың дұрыс емес болып тұр ғой. Сенім. Иә. Сонда сіз қай дұғаны білесіз? Фатиханы білесіз ба? Фатиха шипа ғой. Тұнып тұрған шипа. Сондықтан бұл жерде ең маңызды нәрсе не білесіз? Оқи беру, айта беру, күтпеу. Көбінесе күйбелең тіршілікпен біз Аллаға жалынып сұрауға ұмытып кетеміз да. Өзімізді бір өзім шешетін сияқты болып тұрамыз да. Жоқ, сіз әлсіз бізді ұйқың келсе, соншалық әлсіздігіміздің соншалығы ұйқымыз келсе ұйықтамай тұра алмаймыз да. Ұйықтамай тұра алмайсың, ұйықтап кетесің ғой. Қалқып кетесің ғой. Сондықтан бұл жердегі соншалық әлсіз бізді. Ол неде келеді аятыл курсиде, ол қалғымайды да дейді да. Ол сондай Алла, ол қалғымайды да. Ұйықтамақ түгіл, ол қалғымайды. Сізді ұмыт кетпейді. Мен Құдай ұмыт кетті ма дейді. Жоқ, ұмыт кеткен жоқ. Ол бәрін көріп тұрушы. Тек қана бұл жерде сіз дұға жасаудан жаңа шаршамайынша, Аллада беруден шаршамайды екен. Болды ғой, мен қанша рет дұға жасадым, что-то это не мое. Қабылдамай жатыр деп ойлаймыз да. Негізінде ол қабылдап жатыр, сізге басқа жағынан беріп жатыр да, сіз оны көрмейміз. Мен сұраған сол нәрсе келу керек деп ойлаймыз. Именно мен мынау көк кружка сұрадым, көк кружка келу керек. Мына жақта розовый, одан да әдемісін беріп жатыр. Жоқ. Мынау керек та. Көрдіңіз ба? Біз көбінесе тағы да сол неге келіп жатыр ғой, шүкіршілікке қарсы болып қалып жатырмыз да. Шүкіршілігіміз толық емес болып қалып жатыр да.
неге сол бергеніне шүкір ете алмай жатырмыз да. Әр Құранда келеді Инширах сүресінде, әр қиыншылықпен бірге жеңілдік болады дейді да. Сол қиыншылықпен бірге болады екен да жеңілдік. Біз көбінесе ойлаймыз ғой, қиындық болса бола берсін, осының соңынан кейін жеңілдік болады деп тұрамыз да. Уже жеңілдік беріп қойды Алла саған. Сен соны байқамайсың. Байқамаймыз. Бір проблеманы көріп аламыз да, сол бізге проблема. Ана проблемаға былай қарап тұрамыз. Былай қарап тұрамыз. Мына проблемамды қалай шешем? Не істеймін? Ана неге батып кетеді ғой, жаңа қайғы мұңға батып кетеді да. Депрессия деп сол ғой. Бірақ та проблема деген оның кішкентай. Сіз оның үстінен қарау керексіз. Біздің имамымыз әлсіз болғанда кез келген проблеманы үлкен қылып көреміз, иә, ұстаз? Иә. Өйткені әр бір неде Алла бір есік береді ғой шығатын. Мүмкін емес та ол. Ойлайсың ғой енді осы өлген жерім өшер шығар деп ше. Бұдан бір шығатын есік жоқ шығар дейсің. Болды, наверное, жоқ еш нәрсе. Енді не деп қарасаң бір жақтан бір нәрсе шығады. Яғни осындай үмітсіздік деп айтады ғой, үмітсіздікке түсіп кетпеуіміз керек қой. Әр қашанда үміт ол бізбен бірге болу керек. Әйтеуір Алла бір жерден бір жарық, бір шырақ береді да, бірақ соны байқай білу, сол сәтті ұстай білу, сол сәттен айырылып қалмау деген нәрсе бар да. Біз көбінесе күпірлікке беріліп кетеміз да, жаңағыдай міндетсінеміз, күпірлік дамыз, дейміз. Бір жаңа бір кісі күніге дұға жасайды екен. Аллахым, Қыдыр алейхиссаламды көрсем екен деп. Қазақша Қыдыр ата дейміз ғой, Қыдыр атаны көрсем екен, Қыдыр атаны көрсем екен, соны маған көрсетші деп күнде дұға жасайды екен. Сосын бір түсіне аян беріледі да, пәлен күні ақшам намаздан кейін дейма, пәлен күні бір мешіттің жанынан өтеді, сол жерде бол дейді ғой енді. Сол мешіттің жанында күні бойы жүреді екен. Жаңа есік ауланы, Қыдыр ата келіп қалса мына жер тап-таза болсыншы деп, жаңа ауланы ысыпырып, тазалап жүреді екен. Соң бір уақытта енді ешкім жоқ, келген жоқ. Бір сиырлар өтеді ғой. Өрттен қайтады сиырлар. Жаңа жерге дәретін тастап. Тезегін тастап кетеді да. Сонда анау күні бойы енді ысыпырды ғой, ана жерді тазалады ғой. Содан ашуланады екен да. Мен мына жердің бәрін күні бойы тазаладым, не істедім, сен болсаң не істеп кеттің деп ана сиырды ұрып та. Содан кеш батты, ешкім келген жоқ. Сосын қалай болды деп, не қада сен да келді, сен көрмедің дейді. Қашан келді? Қай уақытта келді дейді. Сиыр екен да. Сиырдың кейпінде келген да. Бізге келген әрбір сәтті біз айтып жатырық қой, жаңа ол ақсақалды ата келеді деп күтіп отыр ғой ол жерде. Ақсақалды ата келген жоқ та, ол басқа бір кейіп, білмеймін ғой, енді Алла Тағала жібере салды ғой енді ол. Жаңа бұл жердегі ең маңызды нәрсе сәт, әр кімді қыдыр көр деген. Рас ет. Әр кімді қыдыр көр, ешкімнің көңілін қалдырма, ешкімді ренжітпе. Мүмкін соның дұғасы қабыл болатын шығар. Мүмкін сол Алла разы болсын сенен деп айтты да ана адам. Алла шынымен де соның дұғасын қабыл болды да, сенің білмеймін қаншама жылдық күнәларың кешіліп кетті да. Адам айтуы мүмкін, мен ешқандай да күнә жасаған жоқпын, не істедім? Ешкімнің ала жебін аттаған жоқпын, ешкімді ниетім таза деп айтуы мүмкін да. Білмейміз да, біз біреуді ренжітіп қойған шығармыз. Біреудің көңілін қалдырып қойған шығармыз. Анау Юсуф сүресінде Якуб алейхиссалам Юсуфпен айырылғандағының өзінің бір хикметі бар екен ғой оның да. Баласынан айырылды Якуб. Сонда ол, білмеймін енді, бір тәпсірлер бойынша келеткен да, соның алдында өзінің қол астындағы бір күнді баласынан айырған екен да. Бір ашуланып. Юсуфты қатты жақсы көрген ғой, оған шыбын қондырмаған үстіне. Сонда жаңағы бала, анам баласы жаңағы Юсуфты ұрған ба, сондай бір нәрсе болады да, сонда анам баласын не қылып жүрген. Ол күн ғой енді қолының астында. Сол бөлді деп айтады, қалай? Сол нені? Қалай айтса болады? Ауру, енді ауыр тиетін нәрсе ғой. Сол ауыр тиетін нәрсені өзіне сездірді да Алла Тағала. Көрдіңіз ба? Сондықтан біз бір
нәрсе жолыңыз жүрмей жатыр ма, бір дұғаңыз қабыл болмай жатыр ма, бір нәрсе білмеймін болмай жатыр ма, бір жерде қате кеткен шығармын дейді. иә, Бір жерде бір не болған шығар дейді. тәкаппарлықпен тәкаппарлап жасап қойдық па, бір жерде бір міндетсінген жаңа сөз айтып қойдық па, біреудің көңілін қалдырып қойдық па. Алладан кешірім сұрауымыз керек та. истихфар айту. Осы дұғама кедергі болып жатқан күнәларым бар болса, Аллахым мені кешір иә, деп айту өте маңызды екен. машалла. Өткенде біз бір топ бар бізде қыздармен. Сосын кім қалай лайфхактармен бөлістік та. Аха. Дұға қабыл болудың қандай лайфхактары бар деп. Менің апаларым бар ғой. Ол кісілер лайфхактың көкесі ғой негізі апаларда. Мен апалардың батасын алуға тырысамын. Ата-анаңыз тірі болса, ата-анаңыздың батасын алуға тырысыңыз. Ата-анаңызды көрген туысқандарыңыз, нағашыларыңыз, білмеймін, әкеңіздің ағасы сондай бар болса, олардың батасын алуға тырысыңыз да. Болмаса, осындай Құран оқып жүрген апалардың батасын алуға тырысыңыз деген сияқты. Үлкен кісілердің батасы қабыл ғой. Сөйтем да, сол кісілерден жаңағы қызметінде болғым келіп, солардың батасын алуға тырысам әрқашанда. Олар енді береке ғой жүрген жері. Сонда тағы бір не айттым да, дәл сіздің ситуацияңыздағы болып жатқан сол кісіге барып көмектесіңіз дегенше. Мысалы, сіз қиналып тұрсыз, тура сіз сияқты Иә, басқа адамға сіз- қиналып иә, соған иә. көмектесу, иә? Иә, сөйтіп сондай не болды, бізде бір қыздың жаңағы донор таппай жүрді да. Қанша болды, донор таппай жатты. Сосын айтады ғой, апай, сол сіз айтқан едіңіз ғой дейді да соны. Сосын мен бір кісінің номерін бергем ол кісілерге. Сол барған, соларға білмеймін енді, соған барған әйтеуір көмектескен ба. Енді көмектесу деген кезде біз ойлаймыз ғой, иә, ақшалай көмектесуді ғана ойлаймыз да. Просто жағдайын барып сұрау. Барып үйін жинасыңыз. Баласын ұстай тұрыңыз. Паркке апарыңыз. Білмеймін, ана әйел шаштаразға барсын. Ең болмаса ваннаға түсіп алсын. Баласы ауыр әйел ол ваннаға түсуге де мүмкіндігі жоқ. Мысалға ұйықтамайды балалар түнімен. Көрдіңіз ба? Білмеймін, бір бар продуктысын өмірін жеңілдетуге кішкене ол деген күшті көңіл ғой, ол деген да. Иә. Сонда не айтады ғой, сол бір апта өткен жоқ дейді ғой. Донор табылды дейді ғой. Бір апта өткен жоқ дейді. И бәрі алдында табылған, сәйкес келмейді, то бір нәрсе болады, то отказ беріп қалады, ше. Сондай бәрі тез и операцияға да кіріп кетті. Бір аптаның ішінде бәрі былай болып кетті дейді ғой. Машалла. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жерде біз барлық мүмкіндіктерді қолдануымыз керек қой. Барлық мүмкіндіктерді қолдануымыз керек. Ұйықтап, болмай жатыр, жылап отыратын уақыт жоқ. Сіз бүкіл мүмкіндіктерді қолданыңыз. Қандай мүмкіндік бар? Не істей аламын? Не істей аламын деп ойлау керек та. И тез әрекеттер жасау керек та. Сол аналар әсіресе көп дұға жасауымыз керек біз. Балалар үшін. Міндетті түрде қабыл. Тоқтамай. Аузыңыз дұға жасаудан тынбау керек қой. Дұға жасай беріңіз, жақсы нәрселер айта беріңіз, жақсы нәрселер айта беріңіз дейді ғой. Иә. Ал ұстаз, сіздің өміріңізде бір чудо жағдайлар болды ма? Дұғаға байланысты. Таң қалған. Көп нәрселер болды. Қазір мен осы Даниярды көтерген кезде алдында менде 4 түсік болды. 4 түсік болды да, осы уже врачтар айтты, болды у тебя климакс, сенде уже не болмайды, анау ұрысты. Сосын мен Құраннан өзіме жаңа программа жасап алдым. Құраннағы нелерден, сосын Алланың 99 көркем есімдерінен өзіме программа жасадым. Сөйттім да, соны күнде оқимын. Күнде өзіме дем салам, күнде оқимын. Сосын жаңағы сенесіз бе, 9 ай бойы осы балада бір гриппен ауырған жоқпын. Дұғалардың спискін жазасыз ба ұстаз? Иә, жазып берейін. Вообще гриппен даже ауырған жоқпын. Бұл жердегі ол қиын нәрселер емес. Қазір ойлау мүмкін, бір жақтан жоқ.
сіз білетін дұғалар: фатиха, аятыл курсы, 7 реттен, иә? 7 реттен, ең кемі 7 реттен, кафирун, Иә. ықлас, фәлақ, нас. Осыларды күніңе таңертең кешке өзіңізге дем саласыз. Сосын мен фатиханы таң намаздан кейін немесе ақшам намаздан кейін күніге өзіме 41 реттен оқып дем салдым. Оны бөлік. Сосын жаңағы нелер, зікірлер айтылатын, иә. Сосын Алланың 99 көркем есімдерінің ішінен мен көп оқығам, әссәламды көп оқыдым. Есендік беруші, амандық беруші, иә. Я сәлямның 3 түрлі мағынасы бар. Ол мысалға Алланың есімі, я сәлям деген. Алла жаңағы сәлемді жаюшы, иә. Одан соң есендік беруші. Мысалға бір қиындықта тұрсыз, жаңа айтып жатырмын ғой, мен мына қиындықта тұрмын, шығатын жер таппай тұрмын. Қайда шығатын не, есік қайда деген кезде осы шығарып жіберуші есендікке. Бір ситуациядан оңға шығарушы. Қиындықтан жеңілге шығарушы. Жеңілге шығарушы. Қараңғыдан жарыққа шығарушы. Машалла. Түннен кейін күндіз келеді деген сияқты, иә. Сол бір неден аударады. Мысалға болуы мүмкін сондай бір неде, мен осы жерде застряла дейді. Қарызға батып кетті, немесе қарыздан шыға алмай жатырмын дейді. Или бір қиыншылықта тұр. Кризис дейміз, бір нәрсе білмеймін, бір ситуация, сіз сол жерде застряли. Айтамыз ғой, иә, өмір жолақтардан тұрады дейтін болсақ, сол бір жерде бір неге мен мынау өзгермей жатырмын деп айтады да. Неге келмей жатыр, қайда болады сондай бір ситуациялар. Мен чотта көп ұзақ болып қалдым осы жерде дейсің. Стресста жүреді, депрессияда жүреді, шығамайды анадан, шыға алмайды. Бұл жердегі ең масты нәрсе солыны түсіну, қабылдау, иә. Қабылдау. Сіз сол жерде отырғаныңызды қабылдау, и сіз сол әлсіз екеніңізді қабылдауыңыз. Мен еш нәрсені өзгерте алмай жатырмын, Аллахым. Мына ситуация, балаңыз, білмеймін, балаңызбен проблема болып жатыр, күйеуіңізбен проблема болып жатыр, ата-анаңызбен проблема, жұмыспен проблема болып жатыр. Білмеймін, бір нәрсе Құран жаттап жатырсыз, жаттай алмай жатырсыз. Сол жерде сіз не істейсіз? Сол нәрсені қабылдайсыз. Да, я тупая деген сияқты, да, я такая. Мен, болды, мен сонда, мен жаңа қызыммен проблема болған кезде айттым да. Мен қызым, сондай менде опытым жоқ, мамамын. Менде тәжірибе жоқ. Мен білмеймін сенімен қалай қарым-қатынас жасау керек. Переходной возрастта ма сөйлесесіз? Не істейтін, сенімен қалай сөйлесетінімді білмеймін. Не қалайсың өзі? Түсінбеймін. Мен түсінбей жатырмын дедім. Мен түсінбей жатырмын деп мен қызымнан кешірім сұрадым. Сол кезде ол да ағынан жарылды. Жоқ, мама, сен супер мамасың. Сен күшті мамасың. Просто мен не жасап қойдым деп ол менен кешірім сұрады. Көрдіңіз ба? Сол кезде не болды? Сол кезде ара қатынас уже басқалай не қылды да. Когда мен айта берем, мен мамаңмын ғой сенің, мен ғой сенің шешең, мен ғой сені туған, мен ғой сені тәрбиелеп жатырмын, неге сен маған құрмет етпейсің, сен неге мені қадірлемейсің, неге сен маған сөз қайтарасың деп тоқтамайсыз айта бергеннен пайда жоқ. Демек, сіз өзгеру керексіз, айтады ғой. Сіз жаңа бір әрекеттер жасап жатсыз, ол ситуация өзгермей жатса дейді, тактикаңызды ауыстырыңыз дейді. Демек, сіздің тактикаңыз дұрыс емес. Демек, тактикаңызды ауыстырасыз. Күйеуіңізге тоқтамай айта берді. Неге жата бересің диванда, қашан жұмыс істейсің, қашан біз ел сияқты үйтеміз, қашан бүйтеміз. Болмай жатыр. Сені тыңдамай жатыр. Демек, тактикаңды ауыстыр. Ассалям деп айтты. Шығарады ғой ұстаз, бұл жерде я сәляму деп айту, яғни Аллаға я Аллахым деп жалынамыз ғой, сол сияқты я сәлям, я сәлям. Сосын ауырып жатқан кісілерге де өте керемет. Ауырып жатқан кісілерге сәлематтық беруші, денсаулық беруші, сол сәлемдікке шығарушы. Сосын саудасы болмай жатқан кісілерге, саудасы болмай жатыр, қиналып жатыр, арендасын төлей алмай жатыр. Білмеймін, бір неге батып кетті, жаңа бір кризиске бар, қарызға батып кетті. Сол сәлям деді.
сосын Аль-Фаттах та есім ұстаз ашады екен. Ашушы. Иә, жолдарды ашушы. Жолым ашылмай жатыр ғой деп айтады. Жолды ашушы. Ол жердегі ең басты көкірек көзді ашушы. Біз кейбір кезде көрмей жатамыз ұстаз, иә? байқамаймыз, көрмейміз, түсінбейміз. Білмеймін, бір сондай болады да. Сол кезде мен не істесем екен дейсің да. Мен қай жерде қате кеттім? Мен не істеп қойдым мен? Мен бір нәрсені дұрыс істемей жатырмын дейсің да. Я Аллах, мен бір нәрсені дұрыс мен айттым. Я Аллах, мен бір нәрсені дұрыс істемей жатырмын. Мен білем бір нәрсені дұрыс істемей жатқаным. Бірақ мен түсінбей тұрмын. Нені дұрыс істемей жатқанымды. Соны маған үйретші, соны маған көрсетші деген кезде шылчық. Шынымен ұстаз ол. Мен таңғаламын осы есімге ше. Кез келген жағдайда бар ғой ұстаз. Мен уже қазір Инстаграмға да, ТикТокқа да көп эфирге шығамын да. Сонда сұрақтар келеді ғой. Алланың көркем есімдері аяқ асты басыма түседі ғой. Эфир басталмай жатып, жаңа Рабби шрахли садри деген дұғаны айтамыз ғой. Сол дұғаны айтқаннан кейін, бірінші естіп тұрған ситуациялардың өзінде Алла Тағала моментально дұғаны немесе жаңағы Алланың көркем есімін салған кезде, Аллахым, сен қандай құдіреттісің деймін. Сосын эфирдің алдында мен Аль-Фаттах деп айтуға тырысам. Аллахым, мен көкірек көзімді ашшы, мен не деп жауап беру керектігін, қазір кім маған қандай сұрақ қоярын білмеймін. Маған сен өзің миыма салшы деген кезде автоматты түрде келіп жатады да, бірақ үлкен нәрсе. Малейкум, машалла, сен күшті біліп жатсың ғой, сен күшті жауап беріп жатсың ғой деген нәрсе болмау керек та. Сондай болды ма, дереу тоқтап жабылып қалады ғой. Дереу тоқтап қалады, дереу тоқтайды. Аузыңа да сөз келмей қалады. Келмейді. Бізде мынандай нәрсе бар екен да, жаңағы біреу мақтайды, күшті бір нелерге өтесін ғой, результаттарға өтесін, жақсы результаттарға өтесін, білмеймін, бір табыс табасын, бір неған кезде біз мақтанып қоймау. Сосын көбінесе мысалға айтады, мен баламды былай тәрбиелеп жатырмын. Мен тәрбиелеген бала бұндай болмау керек. Балаң қателік жасаған кезде неге ата-анасы көтере алмай қалады? Мен ғой бұны тәрбиелеп жатқан. Мен ұстазбын ғой. Иә. Көрдіңіз ба? Мен ұстазбын ғой, мен балам бұндай болмау керек. Өткенде бір бала мен тыңдағанда, оның папасы имам екен да. Сонда айтады ғой. Бізге өте қиын ғой дейді да. Ұстаздардың баласына, имамдардың балдарына да. Сол сияқты мектептегі мұғалімдердің балдарына, өте қиын. Неге? Сенің ата-анаң мынау емес па? Деген сияқты. Чо? Ол да бала ғой, ол да қателік жасауы мүмкін. Ол адам ғой. Кемшіліктері көп болуы. Жаңа кемшілікті көтере алмай қаламыз да. Сонда сол тәкаппарланып кетеді екенбіз да. Сол кезде мысалға маған біреу айтып жатсаңыз, Гүлмира ұстаз бір нәрсе деді. Менің осы, мен айтам, осы жеткен кейбір жетістіктерім, нелерім бар болатын болса, олар біріншіден, ол менің ата-анамның еңбегі, менің ұстаздарым еңбегі, және менің апаларымның, жамағатымның дұғасы. Солардың дұғаларының арқасында. Мысалға, Даниярдың несінде де бүкіл жамағат дұға жасады. Барлық қатымда, неде болсын. Сондай бір дұғаның арқасында да. Мен сол кезде ұл болды деп не қылып жатыр, сосын жаңағы Камила апа звондап жатыр роддомға. Менің төбем көкке көтеріліп тұр. Қатты сен үшін қуанып тұрмын. Балаң жаңа дұғаларын айтып жатыр ғой енді. Сонда мен кейбір кезде Малика ұстаз бола ма, сондай бір қатты бір сіз ойлаған нәрсеге жеттіңіз да, қуануға қорқасың да. Мен қуануға қорықтым. Қуанайын десем қуанамай тұрмын. Ондай нәрсе емес. Неге? Осы қуанышың, сен қуанып қалсаң, жоқ болып кететін сияқты. Анау қолыңа қарды ұстасаң еріп кетеді деген сияқты. Яғни еріп кететін сияқты, жоқ болып кететін сияқты. Кейбір кезде біз көп нәрсені қатты армандаймыз, көп нәрсені күтеміз, бірақ соған біз дайын болмауымыз мүмкін. Қолымызға келген кезде сасқалақтап қаламыз. Кеп қалған кезде, мен айтады, мен оған пәленше бір нәрсе болса, менде осынша ақша болса дейді, білмеймін, күшті менің әйелім болса дейді, осындай күйеуім, бірақ сондай жігіт келген кезде сен дайын емессің да. Сен тапырақтап қаласың да, не істеріңді білмей қаласың, артқа бересің ғой. Сол, көрдіңіз ба?
тағы да осы жерде дұға жасау керек екен. Аллахым сондай нығметтеріңе мені лайықты етті, сондай нығметтерге достойный деген лайықты ет, соны көтере алатындай. Күш қуат бер дейміз ғой, көтере алатындай. Күш қуат бер, көтере алатындай. Мақтанып кетпеу, тәкаппарланып кетпеу, айтқанда өзінше болып кетпеу дейді ғой жаңағы, күпірлікке түсіп кетпеу өте маңызды. Қандай ситуацияда болса да бір қалыпты болу деген иманын сақтап қалу ғой. Иман барлық жағдай, менің ең керемет нем хайырлысы деген. Қандай ситуация болса да, демек осы хайырлысы. Осы хайырлысы деген кезде өзіңе сондай бір жұбаныш болады да. Рахаттанып қалады ғой. Демек осыда бір хайыр бар шығар. Ішінде біреу айтады, қандай хайыр, бұдан не хайыр деп біреу мына жақтан айтып тұрады ішінен. Соны айтасың, жоқ, демек осыда бір хайыр бар. Сосын іздей бастайсың, қандай хайыр бар, тік шыға бастайды сосын. Сосын бізде мынандай нәрсе екен. Хайырлысы десе, хайыр бар десе, значит, сен күштісін ойлап тұрдың, саған келген нәрсе көңіліне ұнамай тұрса, или сен ойлағаннан деңгей сәл төмендеу нәрсе болса, қайырлы нәрсе сол сияқты қабылдайды. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мысалға, мен 3 деңгейдегі нәрсені көріп тұрмын, соның мен 1-ші деңгейден қалаймын, бірақ та маған 2-ші деңгейдегі келсе, жарайды хайырлысы деген сияқты. Маған қайырлы деген сөзі келді ма, демек саған орташа качестводағы зат келген сияқты қарайды да. Орташа сапалы, мықты сапалы нәрсе келген жоқ. Қайырлысы деген кезде адам сөйтіп түсінеді ше. Мысалға, Алла Тағала сізге хайырлысын берсін десе, хайырлысын сұраңдар десе, демек мықтысын емес, орташасын, әйтеуір бір болады деген сұрау деген нәрсені көп сөйтіп түсінеді. Негізі қайырлысы деген нәрсе сіз сұрағаннан да жоғары деңгейдегісін білдіреді екен. Біз көбінесе ойлаймыз ғой, мысалға мен 1000 теңгенің затын қалаймын, қайырлысы деген кезде 500-ге разы болу деген сияқты. Жоқ, қайырлысы деген сөз сен 1000-жарым, 10 000 затқа шүкір затты бағалап тұру екен да. Мысалға, истихара намазы оқыңыздар, Алла хайырын береді десе, мен өткенде таң қалдым. Даже маған бүйтіп айтады, ұстаз, егер мен истихара намазын оқысам, Алла онда маған хайырын беретін болса, демек мен сұрайтын адамды бермейтін сияқты дейді. Қайырлы деген сөз, значит, мен сұрайтын адамнан сәл төмен, сәл сапалы есі. Мен сұрайтын заттан сәл төмендеу сапалы беретін сияқты дейді. Жоқ деймін ғой, әлі истихара деген нәрсені дұрыс түсінбейтін сияқты адам. Біз ойлаған нәрседен күштісін береді ғой негізі. Артығымен берсін. Артығымен деген нәрсе. Артығымен берсін. Сол нәрсенің сіз хайырын тауып алу ғой. Сол нәрседе хайырын тауып алу. Қандай ситуацияда тұрсаңыз да, сол нәрсенің хайырын тауып алу. Мысалға, айтайық, Мұса алейхиссаламның анасы. Мұса алейхиссаламды жаңағы көкірегіне білдірдік дейді ғой, жаңағы суға таста деген нәрсені да. Кейбір кезде айырылысу, баланы жіберу, қандай ситуацияны просто жіберу. Содан біз қатып аламыз да. Артқа шегіну, артқа шегіну, қоя салу, жеңіле салу деген нәрселерді сол жерде хайыр бар деген нәрседе. Ол жіберді, оны керемет сарайда өсірді. Алла Тағала оған, сондай көрдіңіз ба? Яғни біз білмейміз да Алланың планын. Бірақ біз менің планыммен болса екен деп ойлаймыз да. Біздің планмен еш нәрсе болмауы мүмкін. Болмауы да мүмкін. Сондықтан болмаған кезде сіз неге менің планымда деп не алмаңыз. Демек, ол жерде күшті сіз үшін бір хайыр болып тұр да. Демек, біз көбінесе солай материалны өлшейміз, көзбен көрген нәрсемен өлшейміз ғой. Сол қазіргі сәтпен өлшейміз. Оның арғы жағын өлшеу керек та. Арғы жағын қарау керек та. Ұстаз, сіздің өміріңізде соңғы уақыттар, мысалға, қалай айтсам болады, қатты өзгеріс қылған нәрсе бар ма? Бұрындар сіз бір жағдайға байланысты осылай ойлайтынсыз, бірақ кейін сіз одан да тереңін түсіндіңіз. Өмірлік сабақтардан ба, немесе жалпы бір ұстаздардың, немесе бір нәрсе соңғы естіген нәрсе бар ма сіздің миыңызда? Ой, от жаққандай нәрсе болған, жарық жаққандай бір сөздер, оқиғалар болды ма? Менде бір сондай ситуация болды. Тупик дейді ғой. Мен тупикте сияқты болдым. Тупикте басыңды былай ұра бересің, бірақ
есік жоқ, ешқайда есік жоқ шығатын. Тупикте болған адам түсінеді да онда. Жоқ, басқа есік жоқ, не істесем екен деген да, сондай ситуация болды. Сол кезде мен не үшін бұл жердемін деген ой күшті көмектеседі екен. Неге мен бұл жердемін, мен неге бұл жердемін? Күпірлік мақсатында емес, ол Жоқ, просто сол шешімін табу мақсатында. Неге мен бұл жердемін? Бұл жерде Алла Тағала маған қандай сабақ бергісі келіп тұр? Өйткені қандай жағдай болса да ол уақытша. Сіз күшті жағдайда болсаңыз да, қиын жағдайда болсаңыз да, уақыт өтеді, бәрі уақытша ауысуы мүмкін. Сондықтан мен бұл жерде, мен білем оны, ол жерден әртеу шығатынымды, бірақ мен ол жерден қандай болып шығам? Мен ол жерде ұтылып шығам ба? Или мен дәрежем, айтады, келесі дәрежеге өтіп шығам ба? Біз көбінесе, мысалға, баспалдақ дейтін болсақ, баспалдақтың біріншісінде тұрып, екіншісіне басу керекпіз ғой. Екінші, анау, төртінші, бесіншісіне басқымыз келеді да, сразу. Жоқ. Рухани жағынан өсіп кеткіміз келеді. Бірден бір бәр нәрсе біз айтқандан күшті болып кетсе екен деп ойлаймыз да. Жоқ, сіз ана екінші баспалдақ, үшінші баспалдақты баспай, ана жаққа шықпайсыз. Басыңыз, қорықпаңыз. И сол жерде басқан кезде де жаңағыдай неде болыңыз, рахметте болыңыз, алғыста болыңыз да. Сол жерде мен сондай ой келді да маған. Демек, Алла Тағала осы жерде маған не бергісі келіп тұр, қандай не айтқысы келіп тұр. Сол ситуациядан шығудың несі, сол анау саналық дейді ғой, адамға келген саналық болады екен да. Егер де саналық келмесе, сіз келесі дәрежеге өтпейсіз. Сол жерде қалып қоя бересіз. Сол жерде бір айналдырса, шыр айналдырады деген нәрсе, сол жерде айналып жүре бересіз. Сіз пока ол жерден қандай мен сабақ алуым керек, маған Алла Тағала осы жерден не үйреткісі келеді, бұл жерде мен не үшін отырмын, мен мына жерде бір қателіктерді жасадым ғой, сол үшін мына жерге түстім ғой, соларды мен көбінесе қабылдамаймын да. Қабылдамаймыз да біз. Мен жасаған жоқпын, оған біреу кінәлі, күйеуің кінәлі, соған түскен сенің, білмеймін, қарыз алған адам кінәлі, или тағы біреу кінәлі деген сияқты не бола береді да. Бірақ өзіңді ақтап алуға тырысасың. Бірақ сол жерде ақтама, немесе қатты өзін жазғыра береді. Қатты өзін жазғыра береді, мен кінәлімін деген сияқты да. Жоқ, ол жерде сіздің де кінәңіз болуы мүмкін, сырттан да кінә болуы мүмкін, әртүрлі нәрсе болуы. Бірақ сіз соны дұрыстап анализ жасап, демек, мен осы жердемін, отырмын мына. Түстім. Соңына дейін келдім. До конца қадалдым дейсіз. Қадалдым, қадалып тұрмын. Есік жоқ шығатын. Енді не істеймін? Алла Тағала енді осы жерде маған не көрсетеді? Сол кезде ғана Алла Тағала сізге мына жақтан бір есік көрсетеді. Тесік көрсетеді. Бір саңлау көрсетеді да, сол саңлаудан шығасыз. Ал оға дейін сіз ұра бересіз басыңызды. Мен сондай неде болдым. Соны түсіндім. Сонда ұстаз бір сәт тоқтау, Тоқтау, түсіну, қабылдау. Көбінесе біз қабылдай алмаймыз ғой. Осы қабылдау деген нәрсе көп жақсылыққа апарады негізі. Бізбен болып жатқан нәрсемен қабылдай алмаймыз. Біз мысалы ата-аналар дейді да, ата-аналар көбінесе балаларына біз тамақ ішуді үйретуіміз мүмкін, білмеймін, сабақ оқуды үйретеміз, математика үйретеміз да, бірақ өмірде болып жатқан дәл осы сәтті қабылдауды үйретеді. Жеңіліс болып жатыр ма? Жеңіліс. Сен жеңілдің, қабылда. Жеңіске жеттің, жеңдің, қабылда соны. Оны да қабылдамауымыз мүмкін да. Жеңіске жетіп тұр, бірақ оны қабылдамауы мүмкін да. Сол сияқты, мысалға, сол болып жатқан дәл сіздің қазіргі сәтіңізді қабылдай білу. Сізбен болып жатқан, сіздің жаныңыздағы балаңызды қабылдаңыз. Сондай. Не істейсің? Күйеуің сондай, мінез сондай, өзіңнің мінезің сондай. Өзімізді қабылдамаймыз. Өзіміз мінезімізді қабылдамаймыз. Өзіміздің кейбір жақсы жақтарымызды қабылдамаймыз. Мықты тұстарымызды қабылдамаймыз, кемшіліктерімізді көре береміз. Кемшіліктерімізді көре береміз, и кемшіліктерін көре берген сайын
өзіңді кінәлау көбейе береді. Өзін кінәлай берген адам бір жетістіктерге қайтадан жетпейді да. Өйткені сен анау мықты тұстарыңды қайтадан мықты қыла алмайсың да. Осы кезде ұстаз мысалға кез келген адам мықты болғысы келеді рухани тұрғыда, физикалық тұрғыда, енді жан жақты мықты болғысы келеді. Осы қыздарға жақсы әйел болғысы келеді, жақсы ана болғысы келеді, әдемі қыз болғысы келеді, күшті, әдемі көрікті, көркем мінезді болғысы келеді да. Осы қыздарға біз көріп отырмыз қаншама аналарға, әжелерге Алланың көркем есімдеріне байланысты бірнеше есімдерін айтайықшы. Мысалға, сұлу болғыңыз келеді. Қандай есімін айтқан абзал? Успешный. Әл-Жәмил. Әл-Жәмил, Уәдуд. Әл-Уәдуд есімі. Әл-Уәдуд, Ар-Рахман, Ар-Рахим. Сұлулыққа байланысты. Ал енді успешный болғысы келеді мысалы қыздар. Табысқа жеткісі келеді. Табысты болғысы келеді. Оларға қандай есім айтамыз? Мутакаббир. Машалла. Керемет есім, Мутакаббир. Ал енді ұстаз мына жағын қарайықшы. Рухани тұрғыда иманы мықты болғысы келеді адам. Мысалы қазір ең үлкен проблема адамдарда ақшада емес ұстаз. Мен байқаймын. Ақшада да проблема тұрған жоқ, қарым-қатынаста да проблема емес. Адамдардың көпшілігінде ішкі рухани бостық проблема. Рухы мықты емес. Рух өте әлсіз адамдар қазір. Кеше мысалға айтып жатыр да апалар. Мысалға ажырасу неге көбейіп кетті деген кезде айтады, бізді мысалы бір чемоданмен шықтық дейді да, бірақ бізде сондай рухымыз мықты болды дейді да. Біз қазір бізде жаңағы жасыл қызыл дүниенің несін инстаграмнан бәрін көріп алады да, мен неғып осындайға жетпедім, неге мен ондай болмадым, сенің балаң кішкентай 2 айлық да, бірақ сен сол балаңа қараудың орнына, неғылудың орнына мен неғып аналармен жүрген жоқпын, неге мен мына жақта жүрген жоқпын деп өзін кінәлайды. Бұл жерде сен дәл қазір сен осы сол отырған жерің, демек сол жер қайырлы. Сен үшін, қазіргі сәт үшін. Сол жерде сен болу керексің. Оның өзі уақытша ұстаз, иә? Алла әділ ғой. Әділетсіздік деген нәрсе. Сол уақытша ғой. Сен сол жерде айтады ғой, сен сол жердегі емтиханыңды күштілеп өтіп берші, келесі дәрежеге өткізеді Алла Тағала сені. Мысалға, сен жаңағы мына жерде сүртушісің, еден сүртушісің, мен неге ана бастық болмадым деп неғылың? Жоқ, сен соны күштілеп жасап берші, Алла Тағала сені келесі неге өткізеді. Сенің жасап жатқан жұмысың демек керек жұмыс ол да. Ойламауымыз керек біз жоқ, әр жұмыстың өзі бір сондай бір Аллаға бір керемет бір алғыс айту керек қой. Сол кезде ғана келесі сізде жақсылықтар пайда болады. Сіздің балаларыңызда пайда болады, сіздің отбасыңызда пайда болады, сізде пайда болады. Бізде алғыс айта алмағандықтан, біз разы болмағандықтан, қабылдай алмағандықтан бізде жаңа уровень деп айтады, жаңа деңгейге көтеріле алмаймыз. Сол деңгейден түсіп кете береміз, немесе сол жерде айналып жүре береміз. Осы жерде жаңа деңгейге өткіңіз келсе, Аллаға алғыс айтып, сол сәтті қабылдап үйрену керек. Мынау Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның кезінде айтады ғой, қазір бүгін бір қазір есікке жәннаттық бір адам келеді дейді. Бәрі күтіп отырады, бір адам кіреді. Ертесіне тағы айтады. Сол адам тағы кіреді. Сосын бір сахаба үйіне барып, соның бірге қонып, сонда сұрайды ғой, сол кезде айтады, мен сендер сияқты намаз оқимын, сендер сияқты не қыламын, бірақ та менің бір нем, мен кешке жақын ешкімге ренжімей жатарда бәрінен кешірім сұрап. Былай қарасаңыз, деп ойлайсың да. Бірақ оңай нәрсе емес қой, ұстаз. Кеше Камила ападан сұрап жатырық та, мен қызымның құдалығына барды. 99-дағы апа. 99-дағы апа. Сөйтіп құдалықта жүреді, құдалыққа келді, батасын берді, өлеңін айтты деген сияқты да. Сонда қарап отырса, өзін обслуживает ана, өзіне жаңағы пышақ немен вилкамен бәрі культурно тамағын жеп, алжымаған, бір сөзінен айнымаған. Сол кезде апа сізден секрет сұрап жатыр дедім, келіндер сұрап жатыр, ападан сұраңызшы, сыры неде? Сонда апа айтады, апа 8 жасынан бастап намаз оқыған.
Машалла. 8 жасынан 91 жыл намазда. 8 жасынан намаз оқыған. Қазір айтады, хатым оқуға қазір көзім жетпейді дейді. Қазір ясин жаттап алған. Сол ясин күніге таңертең таң намазының алдында ерте тұрам дейді. 4 рет, 5 рет ясин оқимын дейді. Ясиннің берекесін. Одан соң енді қызы тамағына қарайды ол кісінің. Одан соң ешкімге ренжімеймін дейді. Ешкімге ренжімеймін дейді. Сосын менде мынандай нәрсе жоқ дейді. Сен менің немеремсің, сен менің баламсың, сен ананы неғып істемейсің маған, сендер неге бүйтпейсіңдер маған деп мен ешкімнен құрмет не күтпеймін дейді. Оны да сендер неге жасамадыңдар деп оларға міндетсінбеймін дейді. Сонда жаңағы хадиспен мынау келіп тұр, Иә. Біз ойлауымыз мүмкін, мен ешкімге ренжімедім деп кетіп ойлап отырсам, бір адам кездесіп қаласың ғой. Ана кезде осы ше маған ана күні бүйтіп айтқан еді дейсің. Бүйтіп отырасың десең жаңағы кісіге. Сол кезде ше мынау ше маған сол кезде да былай деп айтқан еді. Сонда мен әлі кешірмегем ғой оны. Болмаса болмайтын нәрсе, ұстаз. Иә, сонда мен ол көрдіңіз ба, менің немде әлі тұр ғой, сол былай тұр ғой. Оны ұмытып кетті ол адам оны айтқанын. А мен оны таскать етіп жүрмін өзімен. Сіз ойлауыңыз мүмкін, мен жоқ, мен бәрін кешіріп тастадым дейсіз. Жоқ, кешірген жоқсыз. Бір адам ана пәленше сол кезде ше маған сол кезде былай істеген еді анау. Иә. Дегеніңіз, демек, ол сізде әлі жадыңызда тұр, сіз оны әлі кешірмегеніңіз. Көрдіңіз ба? Сондықтан кешірім деген нәрсеге өзіміз тәрбиелеуіміз керек екен. Өте қиын нәрсе. Кешіру, деп ренжімей қоя салу. Ешкімді ренжітпейді дейді, сен ол ренжітті өзіңе аласың дейді просто. Иә. Өзіңе алып аласың, қабылдап аласың. Сондықтан қабылдамау ғой. Ұстаз, мынау қараңызшы. Жаңағы подкасттың басынан бастап менде уже образ құралып жатыр да. Ақылда дана әйел, үлкен әдемі қария, қарттық, және үнемі Құран оқу, сосын ешкімге ренжімеу. Осы нәрселер алып келді ғой әдемі қарттыққа. Тағы не нәрсені байқадыңыз аталар әжелерімізден? Сіздің алдыңыз енді қаншама әже бар ғой, өмірін үнемі көріп жүрсіз ғой. Бүгін ғана бір әже өмірден өтті, жаназасы өтті. Ол кісінің өмірінен өткеннен кейін адам бір анализ жасайды ғой. Өмірден өткеннен кейін сол кісі бүгін Совет Қамал апамыз қайтыс болды да. Сол кісінің қазір ұмытып қалдым қанша жасында несі болды, бір мерейтойы болды. Сол кезде барған кезде құдалары басқа бір жақта тұрады. Құдалары содан 20 жыл ма 25 жыл бұрынғы жазған қатын алып келді. Сонда бір-біріне ол кезде хат жазысады ғой. Сол кезде ауырып қалған, соған шын ниетпен жылап, көңіл сұрап хат жазған. Машалла. Мен сол кезде таң қалғам ше соған. Қалай деп те құдалар жаңа. Сонда бұл жердегі қандай неде болсаңыз да шынайылық. Шынайылықты сақтай білу. Сіз құдасыз, сіз білмеймін келінсіз, сіз енесіз, сіз жарсыз, сіз анасыз, сіз туысқансыз, біреудің қарындасысыз, біреудің әпкесісіз, біреудің ағасысыз, бірақ сізде шынайылық болмаса қарым-қатынаста, ол жерде ешқашанда бір күшті нәрсе болмайды. Шынайылық болу керек та. Шынайы жақсы көріңіз. Мамасыз ба, балаңызды шынайы жақсы көріңіз. Өйткені оны сізден артық жақсы көретін ешкім жоқ. Ешкімге сіздің балаңыз керек емес қой, сізге керек қой. Сіз жақсы көру керексіз ғой. Соны сіз 9 ай көтердіңіз ғой. Сіз әкесіз ба, сіз жақсы көру керексіз оны. Сіз жарсыз ба, сол күйеуіңізді шынайы жақсы көріңіз. Қандай болса бола берсін, мен айтамын ғой. Қандай болса болсын, аузы сасып жатыр дейді, бірінке дейді. Бола берсін. Боқтайды дейді, я. Жақсы көріңіз. Бұның жақсы жақтары көп қой. Шынайы жақсы көріңіз. Шынайы жұмысыңыз жақсы көріңіз. Шынайы қызметіңіз жақсы көріңіз. Шынайы келін болғанды шынайы жақсы көріңіз.
бола берсін, ана сөйлей берсін, бірақ сіз оны жақсы көріп тұрсаңыз бар ғой, ертең ол басқалай сізге қарым қатынас жасайды. Иә, алла әділ ғой екен. Иә, сізде шынайылық болмағаннан кейін, поверхностный дейді, үстіртін болғаннан кейін сіз сәл нәрсеге сынып қаласыз, сәл нәрсеге ренжіп қаласыз, сәл нәрсеге міндетсініп қаласыз, содан сынып кетесіз, болды. Сол жерде жолда қалдыңыз. Ал сізде шынайылық бар болған кезде ол жерде адалдық та бар, ол жерде ауызбіршілік та бар, ол жерде махаббат та бар, ол жерде керемет, мен бір сондай бір күшті қарым-қатынас, гармония да бар. Гармония да бар. Шынайылық керек бізге жетіспей жатқан нәрсе шынайылық. Апаларда мен соны өзіме алдым. Бір-бірлеріне деген тілекші болғанда да шынайы осындай. Иә. Саған тілек айтып жатқанда шынайы сондай тілеп сені, жылап. Сол бізде сол шынайылық жетіспейді. Жасандылық көп бізде. Біз жасандылыққа көп неғып кеттік, әуес болып кеттік. Түр бермеу, бір нәрсе бермеу деген сияқты. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті қыз-келіншектер, сіздерге керемет жаңалықпен келіп тұрмын. Біздің теңдессіз дұғалар атты кітабымыз жарық көрді. Кітаптың сыртында көріп тұрғандарыңыздай, әрқайсымыздың өмірімізде шиеленіскен, тура шешімі жоқтай проблемалар өте көп. Мысалға, қарызға бату, иманның әлсіреуі, қарым-қатынастың нашарлауы, балаға мұқтаждық тағы басқа. Әрбір мәселенің міндетті түрде шешімі болады. Яғни, шиеленіс дағытып беретін кілті болады. Ол дұға. Дұға біздің иманымызды арттырып, Алла Тағаламен қарым-қатынасымызды реттейді. Теңдессіз дұғалар кітабында дүниемізге және ақыретімізге пайдалы болатын көптеген дұғаларды жинақтады. Кітапқа тапсырыс беру үшін төмендегі сілтемеге өтіңіз. Иә, ұстаз. Мен бір апа әлесімнің кетеді. Мен де апаларға сабақ бердім. Гүлзат ұстаз айтады, сонда бір күні таңертең сағат нешеде сабақ болатын маған сөйтсе? 8-де ма әйтеуір. Сөйтсе бір апа кешігіп келген үстің басы андай не дейді, жаңағы шаң кір болып кеткен. Ойбай апа, сізге не болды десем, мен түнімен тахаджуд оқыдым, түнімен Құран оқыдым, сөйтіп таң ата ұйықтадым. Содан сабақты уақыт болыпты. Біздің апалар ешқашан кешікпейді апалар. Ұстаз, мысалы, ровно 7-дегі сабақлар 6:30-да келіп отыратын. Ерте келеді. Тойға да ерте келеді. Иә, ерте орап тұрады. Сонда мен таң күлгім келетін. Сонда ұстаз айтады, не болды апа десе, түнімен тахаджуд оқыдым. Ол бірақ шынайы айтып тұрды. Осы бір рия болсын, мен мыналарға мақтанып қояйын деген сияқты. Ондай мен айтып тұрған жоқ дейді да. Сол кезде мен ол кісілердің шынайылығына қатты риза болатынмын. Сонымен қатар мен ұнайтын ұстаз маған осы кеңес үкіметінің адамдары ғой, ол кісілерден үйренетін нәрсе шынайылық бар, сосын өте мықты жауапкершілік бар. Жауапкершілікті де үйренуіміз керек сияқты да. Мысалға, мен апаларға сабақ берген кезімде ұстаз 7-де біз Құран Рамазан айында осы хатым таңертең ауыз бекіту сағат 5-те болса, біз сағат 5:30-да ма сабақ қойдық олармен. Өйткені апалардың бәрі сол Байкен мешітінің айналасында тұратын да. Мен ұйықтап қалып барамын ғой кейде ше. Даже Құран оқып отырып ұйықтап қалғам мен. Сонда әлі есімнен кетпейді. Құран оқып отырмыз Рамазан айында. Түнімен дұрыс ұйықтамайсың. Ауыз бекітіп сразу Құранға келесің, сөйтіп бүйтіп отырып ұйықтап қалғам. Сонда ана жерде бір 10-15 шақты апа отырып, бір 15-20 минут ұйықтап қалғам ба, бір отырған жеріне осылай ұйықтай бергем. Күткен ғой. Үндемей. Білмеймін, мен күте аламын ба, күте алмаймын ба. Бірақ апаларым сол кезде мен үндемей күтіп, енді күлген, бірақ та дауысын шығармай күліп, сосын бірақ та мен бүйтіп кеткесін ояндым да. Кешірім сұрайсыз. Жоқ, ұйықтап нормально күте тұрамыз дейді. Өзім кешігіп келдім. Олар сағат 5:30-да болса ауыз бекітіп сап келіп тұрып, минимум 20 минут, 15 минут ерте келіп алады. Ондан Құран бастап 15 сағат ұйықтап қалдым. 15 минуттай. Сонда мен ол кісілердің сабырына, сосын жауапкершілігінің мықтылығына, сондай шынайылығына риза болдым да. Сосын ойлаймын, мүмкін қазіргі жастарға сол нәрсені үйрену керек шығар деп. Біз жаңа буын, біз современный болу керек деген нәрсе бар ғой, бірақ бәрібір апаларымыздың тәрбиесі, олардың сол мықтылығын біз өзімізге жұқтырмайынша біз әлі мықты тұлға болып өсе алмайтын сияқтымыз. Бір жылы біз мешітте, ол кезде жаңа мешіт енді салынған беді, сондай не жасадық, 9 майда Құран бағыштадық. Өмірден өткен кісілерге. Сол жерде дастархан жайдық, үлкен дастархан жайылды. Сол кезде сырттан көп кісілер келді. Сонда 18 жаста жесір қалған,
күйеуімен үйленгенде 6 ай тұрған, күйеуі соғысқа кеткен, сол аяғы ауыр болып қалған, сонымен қалып қойған, күйеуге шықпаған қайтып. Сондай кісілер көп болды. Сол кезде мен сол аналарға қарап қатты таң қалдым. Таң қалған нәрселер көп болып кетті ма? Яғни таң қалдым. Неге? Біз сәл қиыншылық болса шыдамаймыз. Ажырасам дейміз, иә. Одан сәл не қылып қалса, ойбай, екінші күйеуге тием дейді, или тағы басқа дейміз. Екінші әйел аламын. Иә. Сонда анау әйел күйеуін өмір бойы күткен, мысалға ше. Күткен болғанда, соның баласын бағып, ертең біреуге жалтақтатпайын деп, ана баланы баққанда, соны жеткізген, өсірген, былай айтқан кезде рухтары өте мықты болған ол әйелдердің. Ол әйелдердің рухтарының мықты болуына не себеп болды деп соны ойласам, оларда сондай бір жаңағы мақсат болды. Мына баланы маған жеткізу керек деген. Осыны аяққа қою керек. Осы ұрпақты дамытуым керек. Осы келген жаңағы жерін арғарап өсіру керек деген нәрсе болды да. Көрдіңіз бе? Қаншалықты мықтылық керек жаңа не дейміз, сол преданность қалай? Адалдық қой. Адал келін адал болсын деген мен соңғы кезде түсіндім ғой. Қаншалықты адалдық деймін да, анау барған жеріне ана болудағы өзінің мақсатын нық білу. Я өте қиыншылықтардан өтті ғой, олардың барлығы бастарынан қаншама қиыншылықтардан өтті да. Бірақ та бұл жердегі ең басты нәрсе біз бастапқы мақсатымыздан айнып кетеміз. Айнып кетеміз. Бала ол өте баланың тәрбиесі ол кейінге қалдырылатын, басқа уақытқа қалдыратын нәрсе емес екен да. Ол сол кезде берілу керек нәрсе. Сондықтан қай рөлде болсаңыз да, сіз сол жерде шынайылық, адалдық деген нәрселер болатын болса, ол ертең оның сіз жемісін көресіз, жақсылығын көресіз. Ол не көрді өмірден деп айту мүмкін, бірақ та ол риза сол өміріне. Немерелері бар, баласы өсті, иә. Сол риза да, көрдіңіз ба? Сондықтан бұл жердегі оның таңдауы болды солай, бірақ та ол да жаңылыс таңдаған жоқ қой. Ол қате болған жоқ оның таңдауы. Кейбір бір шешімдер біз қабылдадық, сол шешімдер сіздің сол кездегі дұрыс шешімдеріңіз болуы мүмкін. Сол кезде соны таңдау керек болған мүмкін. Көрдіңіз ба? Сондықтан кейбір кезде бір шешімдер қабылдаған кезде өкінбеу керек. Я, әйел адам әр уақытта бақытты болу керек, некеде болу керек, ол өте керек нәрсе. Ол жерде мен нені дәріптеп тұрған жоқпын, бірақ ол жердегі олардың сынып кетпегендігі. Қазір мысалы әйелдер сәл не болса сынады, депрессияға түсіп кетеді, ішіп кетеді, білмеймін, бір нәрселерге тап болады, көңіл көтергісі келіп, әйелдер жиналып қайта кафелерге барсаң, көп жерде бәрі әйелдер отырады. Неге көңіліміз көтерейін деп отырмыз деп. Көңіл одан көтерілмейді да, ол уақытша нәрсе да. Сіздің көңіліңіз көтеріледі, сіз көбірек бір еңбектеріңізді жасаған кезіңізде, ол кезде көңіліңіз көтеріледі содан. Сосын құлшылық қой. Аллаға құлшылық, әрқашанда имандылық, ол сіздің рухыңызды көтеретін нәрсе. Сол имандылық болмаған кезде рух түседі ғой адамның. Сіз Алла разы болсын. Үлкен рахмет ұстаз келгеніңізге. Алла разы болсын. Подкасттың соңында ұстаз айтады ғой, жаңағы өзіне тілегенді ең жақын адамыңа тілеу керек деп. Біздің оқырмандарымыз, сіздің оқырмандарыңызды көреді, қаншама адамдар көреді әр подкастты. Енді бір өзіңіздің сізге өзіңізге тілейтін мықты дұғалыңыз бар ғой. Содан бір 3 негізгі нәрсені айтсаңыз, не тілейсіз? Сізді көріп отырған, бізді көріп отырған оқырмандарға. Мен қазір өзіме зор денсаулық тілеп жүрмін. Өйткені денсаулық болмаса, біз көп құлшылығымызды да орындай алмай қаламыз. Көп бір жасайым деген тірліктеріңізге де жете алмай қаласыз, балаларыңызға да көмектесе алмай қаласыз. Ең қиыны өзіңе көмектесе алмай қаласың ғой. Сондықтан Алла Тағала баршамызға зор денсаулық берсін. Иманнан кейін ең керек нәрсе ол денсаулық дейді ғой. Сосын Алла Тағала қандай халде болса да бізді адастырмасын. Қандай ситуацияда болса да Алла Тағала адастырмасын. Және де мен қазір соңғы сұрап жүрген дұғам, менің балаларыма Алла Тағала дұрыс жол көрсетші.
олардың жолында керемет оларға жол көрсететін ұстаздар кездестірші деп өте маңызды екен. Менің де өмірімде көп ұстаздарым болды, маған жол көрсеткен. Мен мысалға барлық апаларым бәрін ұстаздарым деп айтамын. Өйткені олар маған қаншама ақылдарын берді, кеңестерін берді. Сонда олар бір адамдардан керемет бір сабақтар аласың деген сияқты, сонда сондай бір жақсы балаларымыздың жолында жол көрсетіп жүретін, жол сілтеп жүретін, оларға бір демеп жүретін сондай жолында жақсы ұстаздар кездессе екен. Машалла. Сондықтан баршаңыздың жолдарыңызда жақсы ұстаздар кездессін. Осы ұстаз подкасттарыңыз адамдарға сондай бір жарық сыйлаушы, нұр сыйлаушы, жолдарынан адаспайтын бір сондай бір нұрлы бір жол болсын, сауабы өте мол болсын. Жылдар өтсе де, қанша не өтсе де, сондай бір болады. Мен өзім жаңа айттым ғой, сондай бір ситуацияда болған кезімде көп сондай ютубтан нелер тыңдағам. Сол кезде де көп ұстаздардың нелерін тыңдап, өзіме көп сабақтар алғам. Сондай бір үмітсіздік сәттерде үміт беретін, үміт сыйлаушы, нұр сыйлаушы сондай бір керемет дәрістерден болсын деп үміттенемін, иншалла. Рахмет ұстаз, Алла разы болсын. Келгеніңізге үлкен рахмет ұстаз. Рахмет ұстаз, Алла сауаптан жасын сізге. Әмин, әмин. Негізі сіздердің келгендеріңіздің өзі, сіздер осы жерде отырғандарыңыздың өзі бізге үлкен негізі командама болсын, мәртебе. Алла екі дүниенің бақытын берсін ұстаз. Енді сізге өткенде Шамшат сізге айтып жатырмын, Жадыра сізге айтып жатырмын, ұстаздарыма маған ыңғайсыздау. Бірақ сонда да мына кітапты сыйлағым келеді ұстаз сізге. Мүмкін сізде бар да шығар теңдес тұлғалар кітабын. Иншалла Алла дұға тілектеріңізді қабыл етсін. Амин. Алла разы болсын. Иншалла отбасыңызға, сіздің қасыңызда әжелерімізге бір қайырлы, берекелі кітап болсын иншалла. Екі дүниенің бақытына жетсін иншалла. Әкеден мал қалғанша тал қалсын дейді ғой. Сондықтан мынау еңбегіңіз берекелі еңбектерден болсын. Бізде қандай кітап шықса да апалар бізде сатып аламыз бәр кітаптарды. Дұғат кітаптардың барлығы бізге өте керек кітаптар. Ол сіздің әрқашанда жаныңызда жүретін кітап. Сыйлықтың ең кереметі осындай дұға кітап деп ойлаймын. Қандай не болса да, мен жаңағы больницада жатқан кісілерге де болсын, қонаққа барғанда да, жаңадан отбасы болып жатқан кісілердің барлығына осындай кітаптарымызды, сіздің кітабыңызды сыйлауды ұсынамын. Осы сіздің кітабыңызды сыйлауды ұсынар едім. Өйткені әр үйде әрқашанда жанынан табатын кітап болсын иншалла. Алла разы болсын ұстаз. Осымен біз эфирді аяқтаймыз. Алла тағала сіздерге осы эфир барысында үлкен инсайттар алуды нәсіп еткен болсын. Негізі біз подкасттан алдын мүлдем сұрақ дайындамаймыз. Сіз мынаны айтсаңызшы деген нәрсе бізде болмайды. Барлығы подкасттың ішінде шынайы кетеді. Эмоцияларда, инсайт алатын кездерде, білетін нәрсеңді кейде есіңе түсірген кезде, білетін нәрсеңді Алла тағала одан да бір үлкен нәрсемен, жаңалықпен алып келген кезде де, оны бұлай да қабылдауға болады екен ғой, оның мынандай да жақтары бар екен ғой деген кезде, Аллаға сансыз шүкір айтасың. Раббым маған осы нәрсені көрсеткеніңе, білдіргеніңе рахмет деп. Сол үшін подкасттерге қайырлы болды деп үміттенемін. Гүлмира ұстаз үлкен рахмет. Гүлмира ұстаздың YouTube каналы бар. YouTube каналы бар. Қалай аталады ұстаз YouTube каналыңыз? Гүлмира ұстаз. Гүлмира ұстаз деп аталады. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар, өйткені ол подкастта да, Алла нәсіп етсе мен ол жаққа қонаққа барамын. Подкастта, Гүлмира ұстаздың подкасттарында да осылай иманыңыз арттыратын, сіздің жаңағы намазға деген, құлшылыққа деген ықыласыңыз арттыратын күшті подкасттар бар. Алла нәсіп етсе сол жаққа да өтіп, ол жаққа да тіркеліп, комментарий жазып, жаудырып тастаңыздар менің оқырмандарым. Иншалла онда келесі кездескенше ұстаз Алла амандық берсін, тағы да шақырамыз. Өйткені бұл әңгіме әлі біткен жоқ. Сонымен қыздар, Алла амандық берсін. Комментарийге сіздің қандай бір ойыңызды өзгерткен, бір керемет инсайт алған сөздері болса ұстаздың, міндетті түрде жаза кетіңіздер. Алла екі дүниенің бақытын берсін, екі дүниенің жақсылығын берсін. Осымен кездескенше, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алейкум салам.